бір сағат сөйлеп нөлде тұрмасыншы. Не сұрақ қойғанымызды білмей ұйқы келіп қайтпайық. Басын деңгейі нормально тұр ғой, Аха. Ана что даже көрдің бе, отражениядан тоже примерно көруге болады. Басталды ғой, Иә. Ассалаумағалейкум. Маке. Қош келдің, родной. Біздің Макеге қош келдік. Негізі есімің кім, шын есімің? Телман. Телман? Аха. Мен Телман деген ауылда жүрмін ғой мен. Ондайлар бар, батыста көп. Менің есімім Мықтыбек болады. Аха. 1996 жылғымын. Аха. Жетісайдың тумасымын. Шардараға көшіп, Шардарадан Арал теңізінде балыққа барып, Аха. бірден кәдімгі Куреркаға тап болған адаммын ғой, короче. Топ етші. Сап-сары сумканы асылып алып жүріп кеттім ғой бірден. Қалай вот өзің басқа Алматыға келіп, басқа курьерлер TikTokта көрдің ба, осы курьерка істеп жатқан, или бір дос балдар айтты ма, курьерка кірсе осындай деп, мысалы, қалай келдің вообще? Мен бірінші бұлай TikTok ақтарып отқан кезде Простойды көргем. Аха. Простой деп шықты, қарадым, ұнады. Ал, бір анау Простойды көрмей жатып ше. Аха. Әдет кештерді, қара. Алматыға келдім, жұмыс жоқ, достарымен ары-бері жүрдім, сөйлесіп жүрдім. Сөйтіп, прикинь, біреулер кәдімгі глобал сумкасын арқалап жүреді, адамдар көп көшеде ше, бәрі пешком жүреді, короче. Біреулеріне велосипед бар. Аха. Мен Сатпаев университеттің қасында тұрам. Сөйтемін да, бәрі сол Сатпаев университеттің алдына келеді, сумкамен тоқтайды, ішіне кіреді, мен ойладым. Глобал сумкасы асылып, студенттер кітап салып келеді екен ғой. Сөйтсем же студенттер көрер екен ғой бәрі. Иә, қосымша жұмыспен. Сонымен біреумен сөйлесіп қалдым, сол Чыңбет жақын жігіт деген, көрер болып кірген 3 ай болды, табыс көзі болады, күн көріске деді. Так онда тап өттім де, жаяу пердім ғой. Пеші аккаунттармен. Пеші аккаунт, жаяу жүрем, тек жаяу жүрем. Қаланың ана басына дейін барам, ана басынан қайтып бері қарап келем, автобус деген нәрсе мінбейтін мен. Сонымен жүрдім, бір 15 күн жүрген екен, інім Оразбек армиядан келді ғой. Ол да жұмыс жоқ, паражняк, бейт кеп тұр. Сонымен давай дедім да, оны үйрет жердім, ол сол екенбіз кеттік қой, Куреркадан велосипед алдық. Велосипедтен біреу дүйе алдап сат жерді бізге ше. Братан зор деді, мақыл алдық, үйге әкелдік, азанда кетіп қойған ғой же. Сөйтсен клапаны кетіп қойған, немдеді, кальянбалы кетіп қойған. Сонымен бар бана запчастарын алып кетіп, осымен 100 мыңнан шығып кетті да, 200 мың болды ғой. Сонымен оны бір әйтеуір үйтпейді саттық та, бумер алдық, бумерден кейін самурай алдық, таныг алдық, қайтып самурай алдық, қазір осы бір кетіп қалдым да, мен қайтып келдім, уже дүйе мініп қалдым, дүйе ұнап қалды маған. Осы сен былтырда TikTok'ты жарып аттың, иә? И сосын қыста или көктемде кетіп қалдың, иә? Өзің бір нелерің шаруалар бір шаруалармен кеттім. Ол TikTok'ым банға кетті. Мен осы жалғастырып жатыр деп ойладым, ол уже екінші аккаунт дейсің? Мынау екінші аккаунт, мына екінші аккаунт қазір жақындап қалды. Нормасына, біранан алдыңғы аккаунтын жақсы еді, ол жерде де жақсы адамдар көретін еді. Иә. Бірақ өзің бұрынғы оқырмандарың уже мына жақта тоже біліп жатыр ғой сен екінші аккаунт. Иә, іздеп келеді. Сен баяғы мәк емессің былтырғы дейді. Иә, дейді. Жоқтан қашан жолғамыз деймін. Болды, жолғамыз дейміз. Сонымен әйтеуір кездесіп, бір жолда кездесіп қаламыз бір көрерлермен ше. Сен мәк есің ғой деп, кейде танымайтындар да болды. Мен ар жақта шаруалармен келген кезінде ешкім танымайды. Сөйттім өже TikTok түсіріп бастап, өже екінші аккаунтын бастап жүрдім. Сосын әдемі кетті. Қазір көшеде бір ексебет орын болса өтесін таниды адамдар ше. Мені танымаса да бірінші Диом көзге түседі. Дио Pro Max қол. Тек еркелет ат қойып қойған. Дио демеймін оны ше. Pro Max деп ат қойып қойған. Молодец, сонымен күнін көріп жүрміз. Андай пеші аккаунтпен жүрген кезде, ол кезде сен вообще ойламадың ғой, тиктокер боламын, танымал осы тикток саласында деп. Ол кездерде ондай сенде болды ма ой, что вот мен тиктокта көп, там 1000 адам, 100 мың адамдар көреді деп сондай. Ондай мүлдем ойлаған жоқпын. Бүйтіп қарадым, кім Простойды көрген ғой, Простойды. Простой бит тиктоктан қарадым. Мына тикток түсіреді екен ғой дедім. Болады екен ғой дедім. Неге мен түсірмеймін дедім. Соны Простойға жаздым. Простой действительно қарапайым бала. Әшейін бүйтті жаза салған едім. Ответ қайдарды, екеуміз сөйлесіп кеттік. Сонымен ары қарай
мен тамыр деп сөйлеймін өзі. Досым деген нәрсе жоқ менде. Тек тамыр деймін. Осындай дейді. Қаяқтансың, Жетісайдамын дейді. Онда мен де сияқтыкімін. TikTok түсірсем бола ма? Ой, түсіре берсе тамыр. Ештеңе қылмайды, давай бас деді. Сонымен видео атып саламын, короче. Басын сәл өтпей жүрді. Ең бірінші рекке атқан видеоң қандай? Глобал сумкасын арқалап, көшеде кетіп баратып. И видео салып, бір достарыма жібердім ше. Сөйтіп, ұялмайсың ба деді ғой. Сонымен қайт телефон ұстадым да, намыстанып кеттім де. Видеода мына сумка асылып курьер болып істесем де, басқа істесем де, мен намыстанбай дегенмін да. Сонымен ашын бір 15 секундтық видеоны сал жердім. Сонымен астында бір негатив сөз жоқ. Бүкіл жақсысың, жұмыстан ұялма, несінен намыстанасың. Қайсысы ол айтшы. Мотивация дейсің ғой. Сонымен жігері берді да. Мәкең сумканы бар ғой, дагазы созақ кетіп барады. Майды, сонымен тастаку дальше істегем ше. Сондай қыздар болған. Одан кейін Алматыда не бір көшелер көп қоян да. Білмеймін, бір көше білмеймін. Тугист деген нәрсені, в общем, ауылда жүрген кезде ұқпай деген, біз жақтан тугистің де керегі жоқ. Ол кезде Алматыға даже көп келмейтін, жаңадан осы зерттеп, осы қаланы үйттім. 12 жыл балықстадым ғой, мектепті сәл орта белге дейін апардық, одан кейін балық 12 жыл балықстадым. Мына жақта мысалы демалыс күндері Алматының бір облыстарына балық аулауға желание бар ма негізі өзіңде? Или уақыт жоқ па, басынан жұмыс? Бар ғой, көп. Ондай уақыт балыққа барғың келеді. Бір күні белгілейміз, сол кезде бір досым бір жағдай болып қалады. Ананың бір шаруасы шығып қалады. Сонымен келесі апта дейсің, келесі апта ана ішіп кетеді, ана түсіп кетеді. Сонымен қалады сол күй. Бірақ балыққа барған кездерім болды. Бірақ қойшы, TikTokқа салғым келмейді. Өйткені мен TikTok'ымда қандай нәрсе да. Күнделікті бір жағдайлар, юмор жағынан тоже. Мафетпен жүріп, бір футбол салсаң, ол өтпейді да. Иә, ондай да бар. Сосын мен маған өте ондай нәрсе салғым келмейді. Тек видео саламын жаңағындай. Өзім жұмысым жайлы. Болды, басқа ештеңе салмаймын. Салам, арасын салам, өтпей ма, өшіп тастаймын маған же. Өйткені астында прикол тығып жүреді маған. Өтпей жатыр ма деп. Мен кеше бір еще видеоны көргем, андай сенка өтті да рекке. Прям көп просмотр, лайк жинап жатыр. И комментарий ол походу бірінші комментарийлер әлі рекке атпаған кезде. Братан, что-то мынау болмады, өшіре саласың ау деп ше. Сосын сен бір комментарийға былай жауап берсін. Қараңдар, мынау айтып отыр, менің видеом өтпей жатыр деп па бір жаздың ба, сенің комментарийің көп лайк жинап кеткен. Сен өзің айтшы, сол сенен әдемі кетеді ше, қызықты еді. Короче, бір видео салама, жолда сол қарап бұрылмайды деген ше. Сөйтіп салдым, бір 20 минут ба, в общем, жарты сағат уақыт өтті. Видеом теппейді, короче. Қарасам бір 100-ақ ба адам көрген. Сонымен астында біреу комментарий жазып жіберді. Мәке тамыр өшіре саласың ғой, видеоң өтпейді ғой, ақыры деді. Сонымен астына қайт ответ жазып жібердім ғой. Прикинь, ағайындар өтпейді деп жатыр деген. Сол, прикинь, ағайындар өтті. Қазір 33 мың адам көріп тастаған ғой. Дәл сондай. Қазір видеоның көбісі деңгейде қазір бәрі ше. Сонда кешеде мысалы Простой екеуміз сәл бір контент түсірген едік. Ол да оңғы де тепті, менгі де тепті да. Сөйтсе көбісі жазып отыр жаңағы. Қай жерде болады, жекеңе жазады, комментария жазады, давай өтейік. Кешеше мен бұлай TikTok-тың қалай мықтылығын, күшін түсінгенім. Мысалы, бұрында Instagram болған кезде көп андай қымбат бір машиналармен бір түсірген кезде ше, тек солардікі өтетін еді, рилстарға, нелерге ше. Мысалы, сен қарапайым бір жұмыс түсірсең, или бір курьерканы түсірсең, ондай ешқашан Instagram-да атпайтын еді да. Ал TikTok-тың күші, что қарапайым курьер балалардың күнделікті видеоларын басқа мажорлардан мықтататын қып береді ше. Сондай күшті деймін да. Мысалы, любой адамның өмірі қызық екен да соған. Мысалы, мені көп адамдар көреді, жасы да көреді, үлкені де көреді. Өткенде неде, Сейфуллинаның бойында ма, бір жолда тоқтап тұрмын, үлкен кісі ақсақал. Балам, сен Мәке тамыр емессің ба? Аңғастанып қаласың ба жаңағы, тамыр деп қалды да. Көке, ассалаумалейкум деп сонымен мәзі кеттім. Қазір мысалы жас балдар таниды, үлкендер таниды, сондай болып отыр да. Ал былайша курьер жағына келетін болсақ, курьерде де
жаңағыдай болып қалады менде ше. Кейде істегім келмей қалады. Шаршаймын кәдімгідей ше. Көп адам ойлайды жаңағы мопедпен кетіп баратып, бұлар жағдайлары жақсы, тапқанымен андай қыдырады, ойнайды деп. Бірақ шығындар көп қой. Шығын көп бізде. Квартира, нелер. Шығын көп. Оны күніге табамыз. Сен әке-шешең болады, бауырларың болады, достарың болады. Бәрі звондайды. 2000 теңге берші, 1000 теңге берші, 1,5 теңге берші. Үйге пияза да болды, картошка пияза да болды. Болды дейсің да. Ремонты бар. Мопедтің ремонты бар. Мына қытайский мысалы мопедтерден де көбісі. Айтар бір аптада бір причина шығып тұрады. Иә. Болмаса 2 аптаға созылады. Сол кезде өзі 2 апта созылып деген кезде уайымдайсың өзі ше. Мопед ескі болса ше. Что-то неужели бұзылмай жатыр мынау деп ше. Что-то бір жер не то дейсің. Бір қарасаң бар жатыр ма шығып тұрады жарықтық. Сондай жағдайлар болады. Иә, еще андай кезде кетіп бара жатқанда бір яма ұсталып қалады, тағы да бір нелер болып қалады, сондай бір. Мына Темирязев көшесінде негізі ортада полосада автобусный полоса ғой. Көп сол жерде мысалы. Андай колодцтың крышкасы жоқ. Дұрыс па? Бармасын ба? Былай иә, бірақ көп жолашта жүрмеген мопедпен. Ол жақта көп иә сондай. Сол көшеде көп еді. Өткенде бір Баха деген жігіт түсті. Оның артынан тағы да біреу түсті. Алдыңғы дисклері уже трещина бер жерге. Андай автобустар похуй дейсің ғой, жүре береді андай. Похуй ғой, автобустар. Арасын салып алады да, и біреулер қадағып қояды ондай. Иә. Ызына қойып қояды ол, автобустың асты тимейді ол бәрібір. Иә. Өтіп кетеді, артынан мопед бітек келе жатады, сақал басып кеткендер. Әзербайжандар ма біреулер. Пақ атсатта на место алдырылады. Сосын менде камера жоқ та, сондай камера болса, ондай случайно жаман көп менде ше. Иә. Түсірем дейтін болсам. Бірақ TikToktың бір минусы сондай бір экстренный бірдеңе түсірсең өшіріп тастайды да, сондай видеолар. Өшіріп тастайды. Сол Инстаграмның бір плюсы сол өткізеді сондайлар. Станд болсын, или құлаған бірнекелер. Ондай да. Инстаграмда ол мен Инстаграмның алдында бір осыдан даже көрері келмей жатып 5000 подписчигім бар еді негізінде ше. Тікелей бір көрсем 100 адам сондай көріп отырған еді. Ол қандай сенде не болды тематикада ол? Ол кәдімгі өзім өмірім салатын едім. Әйтеуір ода да кәдімгі. Базар. Самса жей саламын, мысалы інім қасында досым анаяқтан барып сума бірдеңе алып оның самсасын аламын да тықып қоя саламын ше. Значит, ол кезде сен әдемі не контент ретінде күшті түсіргенсің ба? Сөйтіп түсіріп жүргенмін ғой. Осыдан балық шығып жатса, ана досым, ай бе 10 кило ма десе жібере саламын суға. Ана общем адамдар көреді таң қалады. 10 кило. Конечно, ол атадан да таң қаласың ғой. Сондай қызықтар болады. Там бір балықты ұстатып жібере салсаң кейбіреулер таң қалады ғой. Мынандай 10 килограмм ұстасаң бізде мысалы балықшы болғаннан қызыға бермейміз да біз. Аласын лақтырып жібересің, иә, қалады сосын ше. Өзің бірінші заказың есіңде ме орындаған? Бірінші заказым Глобода істеген кезде 2 заказ түскен. Оны білмеймін ғой енді. 2 заказ алдым, бірін салдым да кеттім. Ол ана сөйтсем номері болады ғой да. Номеріне қарамай екеуін таман 2 адам қойып берген көрсінші. Иә. Артынша адамдар звондайды Глободан. Сіз ана тамағын басқа тамақ алып бересіз дейді. Жоқ деймін ғой. Жоқ дейді ғой. Сөйтіп қай жаяу жүрмін еще. Барам да ана тамағын алам, оны алам да ананы апарып берем, ана тамағын наны әкелем. Сөйтіп жүріп ана бір бірінші заказ негізі қиын болады ғой. Өте қиын. Түсінбейсің, дым тақтайсың ғой, короче. Айта бер, мен сосын Глобоны мен де айтамын бірінші заказ. Сөйтем да, короче, жаяу кетіп барадым. Не алдым? Пицца алдым. Пиццаны андай созылатынын білмеймін да оны, Глобалсында. Сөйтем да пиццадағым ойладым, коробка шығар дедім да, сол үстіне салып жібердім былай. Ұзыннан ше. Кетіп барадым. Донер болып кетті ма? Еще пешеходтан өтесің ғой. Жүгіресің ғой пешеходтан, дың-дың-дың жүгіреміз. Сонан бір 2 километр жүремін, жаяу апардым. Красавчик сен мысалы машинаға күтпей жүрсің, кейбіреулер бүйтіп соңында жүргенше бля нервы болады. Сабырлық деген менде андай жоқ ше. Пырр тез андай. Машиналарға қараймын. Мен де болды сөз кетесің да. Сөйтем да клиентке барып тастадым. Жоқ, сумканы түсірдім ғой. И клиент есікті ашып тұр да. И пиццаны ұзынан алдым ғой, короче. Битіктің кассетасы ұқсап ше. Ана клиент бақырды. Биттімді ана клиент қойды. Чой ата дейді ғой. Орысша ұқпаймын негізі ғой. Маған тағы бір-екі орысша қойып қойма. Сол оны орысша сұрап қойшы. Білмеймін ғой. Жарайсың деп отқан шығар, тез келдің деп отқан шығар. Білмеймін орысша ағашпын. Соны аламын да, короче, анаған берем. Аны үстіме қарайды да. Мен, короче, алмайын деп тұр ғой. Қолына ұстадым. Маған қайтып беріп жатыр да.
бұрылдым да ше түстім ғой лестницамен кеттім. Аха. Сөйтіп глободалар звондады. Сөйтіп анда ауыстырып беруге болады екен ғой, апарып, иә. Ондай бар, иә? Сондай болады екен ғой. Сонымен барғанда жоқпын. Мен уже новенький екен, енді олар да білетін жа. Иә, жазылып тұрады олар. Иә, андай нелерін көрініп тұрады. Сонымен олар да түсінді ау. Басқа көре жібердім оларға, мен түсінмеймін, короче, давай да кетіп қойғанмын. Сондай қызықтар болады менде. Менде былай болды, тоже бір-екі не түсті, точка глобода. И мен бір клиентке уже келдім да, анау басып жатырмын, блядь, басылмай жатыр анау ше. Неге анау служба поддержкадан уже 30 минут тұрмын ше, клиенттер звондап жатыр, ана екеуі басып жатырмын, анау типа отдать заказ деген басылмай жатыр. Потом былай қарасам, оказывается, не то что отдать заказ, мен принял деген басып жатырмын, ол кездерде андай ненің тамақтың квитанциясын түсіретін едім ғой, чекті ше, қазір аптада оны. Білмеймін. И короче мен андай, сосын тағы да ана заведенияға бардым, тағы да ана квитанцияны сұрап, фото түсіріп, ана жаққа барып, бүйтіп, короче, сол Глобоның бірінші заказы сол өтті ше, Яндексте ше, бірінші заказың есінде ме? Ойбай, Яндекс деген мен ең жек көретін аккаунтым сол. Кәдімгідей иттің етін демек қойын, бірақ сөзге дермек қойын. Біреудің нан тауып отқан несі ғой. Бұл жерде көп ұрлық болады екен да. Басқа курьер әкетеді. Ұрлап кетеді, осы сен мына жақтан келіп желпілдеп барасың. Еще сені Яндекстің приложениесі сені құрметтемей. Иә. В общем, сен адам қорлы көрмейді. Олар тек ана клиентке жақтасады да олар. Клиент қана король болады. Иә. Біз биш боламыз да, короче. Барсаң бір заказ, например, саған ұнамай қалса, түрің ұнамай қалса да болды екен оларға ше, қызық емес. Сонымен Яндекстен вообще ақырында істемей қоймын, мен 6 ай ма істегем. Ақша жиналмайды, шығын көп, комиссиясы енапат. Айтты сосын оны жинастырып тастадым да. Басында ГПХ-да істеп жүргенбіз ғой. Былтыр білдік қой. ИП деген не екен. Әлі күнге дейін ұқпаймын. Ақша сал дегенде салам, сама дегенде самаймын, сөйтіп жүрмін ғой. Понятно. Сол Яндекстің кейбір андай клиенттер оказывается пайдаланады екен. Мысалы бір заказ етеді бірден екен. И андай бір сылтау тауып, бір печенье тауып, андай мынау дұрыс емес болды, мынауды жылап служба поддержка жасады да, ана промокод үшін, тағы да бір тамақ үшін. И сосын сол, как будто сол өзінің бір промокод үшін 2000 теңге үшін адамның жұмысын нан тауып отқан несін сөйтіп жауып тастайды сөйтіп. Сол 2000 теңге үшін адамның оларға өмірі ештеңе емес, кейбір клиенттерге ше. Олар бүйтеді ғой, сен астында мафияттың бәрі Яндекстікі де ойлайды. Десіңдер ма? Яндекстікі де ойлайды, ертең бұған завершить етсек, мафияттың алып қойып, бұл жұмыс істей алмай қалады деп ойлайды. Сосын мынандай нәрсе бар. Тамырлар қандай жұмыс істейсіңдер, түнде істемеңдер, ночта вообще істемеңдер. Ішіп алады, барсаң ұйықтап қалады, телефон алмайды, короче ше. Сөйтіп кәдімгі күйдіреді олар ше. Түнде мен істегенмін өзім ше, қазір істемей қойғанмын. Еще мынандай саған бір жағдай бар, айта салайын. Түнде бір некені әкетемін, мынандай бір пакетик сияқты аппақ, бірақ подозрительно емес, мынандай ше, или специально солай пакетқа салдым үлкенге ше, андай күмән болмау үшін. Сосын мен оны әкетемін. Бір мужик шығады, частный сектордан, үйден, бір дворлардан емес, өзінің үйінен шығады. Сосын былай апарам, тоже түнде, түнгі сағат 2-3-терде келем. И екі-бір, по-моему, орыс балалар шығады, разница жоқ, келеді. Давай, деп, о, хорошо упаковал, деп өткеді ше, типа жақсапты деп. Сол кезде былай ойланып қалдым, так, что-то не то дедім ше. Олар бірнеке сап тастауы мүмкін, потому что ананың мен иісін сезген кезде духимен иіс шығып тұрды да. Походу ананың ішіне бір непонятный бір түсініксіз бір есірткі ма бірнекені салды ана жаққа. И духымен сеуіп тағанда аналар бүйтіп өздері білдіртіп жіберді. Мен бүйтіп қарадым да, о, хорошо упаковал деді. Біреу сәл бір тупойлауы бар екен, бір досы. Анау бүйтіп қарады да анаған, типа бүйтіп мән бермей дегендей ше, көрсетпейді. Сосын ба, хорошо деп екеуі кетіп қалды. Сол кезде мен түнде түсіріп, қандай опасный қауіпті деймін ше, андай ол статьямен кетіп қалуы мүмкін ше, андай бір тексермесең. Просто мен неге анаған сеніп қалдым, ана мужик өзінің үйінен шықты, и мынандай бір затта келіп, мынандай бір кішкентай бір бәле болса, онда күмән болатын еді. Аналар даже специально істеді, андай үлкен бір затқа саласады, ананың ішінде бір нәрсені тығып мүмкін ше, сол опасный екен ше. Ол опасный болса, ондай нәрсені бүйтіп көру керек, негізі көзге көрінетін нәрсе алуымыз керек негізі ше. Ол өзіміздің сақтығымыз үшін да. Менде мысалы жылан апарғам. Осы жерлерден примерно мен соны қалай алдың оны жыланды? Алтын Орда жақта анау апортқа напротив бір домдар бар ғой. Мен білмеймін, ол кезде самурайым бар. Сам жыланды мә апарды. Жоқ, коробка салған ғой. Кетіп тұрды да 4-5 коробка салды, самурайдың алды келген ғой. Сен білдің ба жылан екенін? Білген жоқпын.
Анан асылып алдым да сумкама қарасам сыймайтын болды ана коробка. Ал түрі вообще бірнеке істеп жатыр. Анан бүйтем да ішіне бірдеңе что-то не етеді бір коробка ішіне бір баклажкаға су салса няқа домалайды ғой. Ана что-то не етош. Сөйтем да алдыма қоям да коробка бар, коробканың аузын бүйте салайын скотч таған, бір-екі жерлерін сәл тесіп қойған да. Сөйтем да аяғын қойып қоям да газды басам ғой. Сөйтіп мына немен кетіп барадым, Сейфуллинам, Абаямен кетіп барадым. Заправкаға кірдім да, мынаяқтан ана жаққа барғанда заправканың сәл тура келмей қалды да. Заправка кірдім да, заправить етіп алдым да, коробка ішінен что-то бірдеңе дедім да. Сөйлеп ашсам қалдығы мынандай жылауы ғой, бүйтіп тұр ғой. Что-то өзім жыланнан негізі өте жақсы қорқам да негізі. Кәдімгідей бір 10 мен 1 алатын болса кәдімгідей 9 қорқам да. Тоқтап қалдым, короче, опять айдағым келмейді ғой. Конечно, аяғың астында жылан жатса. Сөйтті жай, ана заправкадан, ана Абаяда заправкадан сәл өттім да, бір мусоркалар бар, бір коробка тауып алдым. Жаңағы бетін тас қылып жауып тастайын, анда үшін шыққы етіп тағы кіріп кетсе бәле ғой, шешеме балақ жағында. Сонымен коробканы төседім да, бастым ана. Барамда кәдімгі түсем ғой, дірілдеймін ғой, короче. Анау негізі суық қой. О жыланның кішкене тесік болса болды ол, кіріп кете береді да. Коробканың любой жерінен шығып кетуі мүмкін. Тесе салады оны. Сонымен клиентке бар тастадым ғой, клиент шықпайды ғой, короче. Бля, анау шықпаса, клиент шықсын, мынау жылан шықпаса деген тұрдың. Құдай деп тұрсың ғой, короче, ана клиент, бля, деп. Кейін анда бір клиенттер бар ғой, подъездін жазбайды, квартира номерін жазбайды, ондай тетектер бар ғой. Әр үшінші тапсырыста сондай. Любой подъездің алдына тұрмын, ана звондаймын Яндексте, одан кейін сен тіркеген номермен звондау керек. Ода единица жоқ менде ше. Активмен тіркеген Теле2-мен звондап тұрмын. Сөйтіп Теле2-дан неден Каспийден ақша лақтырамын да звондаймын ғой. Бір кезде алады ғой. Келіп қалыңыз дейді. Келіп тұрмын. Сөйтсем ана бір карис па, бірдеңе короче, анау ше. Не істейді екен олармен, Білмеймін. Жима. Суши істейтін шығар. Итке басады. Коробканы тұр ғой. Өзі мен ұстап беруім керек қой. Жыланнан суши дейсің ғой. Ұстап беруім керек қой. Как раз мынандай. Ана өзіңіз алыңыз дедім ғой. Мен алмайын дедім ғой. Дұрыс қой. Ой деді да, алды да бетінде коробканы алды да уже әкетіп барадыр. Еще квартирада. Квартира ма, білмеймін ғой. Не екен, анамен түсінмеймін. Ана жыланды көріп бар ғой. Одан кейін ана коробка салып жүретін болса сұрап алатын болдым ше. Мынау не ішіне бір анаконда ма бірдеңе сақ қойса ғой. Аналарды ескертпейді екен, жын екен. Ой, Яндекске похуй ғой. Мысалы саған жаңа есірткі салып жатса біреу. Мен есірткі салдым, сен апарып берші демейді. Сол ғой. Өмір айтпайсың ғой. Сен салып жүреді да, кете бересің да. Шеше, ош, Яндексте 2,5 теңге естіп қоясың да, баса бересің да. Оказывается, оның ішінде не бар екен білмейсің. Құдай беріп қалды, ұра бересің төтесінен. Сондай жұмыстар. Қазір мысалы өзім Болтта істеймін. Болтта бірақ өте керемет ше. Жағдайың істеп береді. Қазір былай бірнеге айта салайын. Былайша мен тоже курьерка жайлы былтыр түсіргенмін ше, күзде. Вольтты Глованы түсіремін ғой. И кейде мақтайсың, сосын былай бола ма, мысалы басқа курьер балдар сәл ренжиді да. Брат, мақтаймын қойшы мына фирманы дейді да, ертеңгі күні бізге кіріп алады дейді. Сондайлар болған ба сенде? Ондайлар болады, айтсаң, түсірсең. Мен негізі көбінесе минус жағын айтамын. Сөйту керек ау. Мен жақсы жағын айтпаймын да. Бірақ көбінесе минустарын айтамын. Кез келген нәрсе болса минусын айта саламын. Мен қорықпаймын мен ше, ешкімнен. Тура келе ма, тағы айта саламын. Өзің курьер саласында жүрген неше жыл болды? Менде ма? Көп емес. Мен былай болды, мен өзім велик жайлы түсірдім, потом мопедке кетіп қалды ғой, тематика. Андай балдар сұрап қалса, брат, мынау қандай мопедте былай жүруге болады ма? Сосын түсіріп, бізде былай болды. Курьер күнделігін білесің ба? Иә. Сол бала нені бір кішігірім нені ашқан сервисті. Потом мен Дум-Дум, сосын тағы да балалар сол жаққа барып, көмектестік, қолдау беріп. Потом сол жақта жүрген кезде курьер күнделік, потом Даке деген бар, Данияр, тоже курьер күнделіктегі админ. Сол болды. И біз бәріміз отыратын, кейде карта ойнап, кейде сөйлесіп, не алып. Сосын курьер жайлы сөйлесіп жатырмыз. И примерно осы кезде, күздің орталары.
И балдар айтады, мен сол кезде былай ойладым, қазір тем более ол кездері менен андай держатель бар ғой шлемге қоятын, телефон ұстайтын, соны сатып жүрдім да жазда. А уже суықтап бастады, олар уже өтпей бастады. Сосын мен ойладым, так, пока жұмыс уже азайып жатыр, күзде қазір курьерка қайнап жатыр. Сосын ана кімдер дос балалар айтады, курьеркаға кірсек біз саған түсіндіріп айтып береміз, сондай бір былай тесттерді өтесің, қиын емес деді да. И тем более саған күзде нені түсіресің тағы да дейді да. Великпен көп айналмайсың, оны ешкімге қызық та болмайды. Курьерканы түсірсең, курьеркада істесең, ақша табасың, бір жағынан и тикток түсіресің деді да. И солардың балалармен араласып ояқта бәрі курьерканың, Яндекстің айуандары ше, олар солармен сөйлесіп, и солай уже Яндекске солай курьеркаға кіріп кеттім ғой. Күзде сол великпен заказдарды ұрдым, короче, сондай. Сен великпен істеген кезде көтің кәдімгідей жарап өткен жоқ па? Ол жақта ол еще великпен істемей тұрып, мен где-то 2 жылдай подряд күнде великпен жүре бергенмін да. И наоборот, даже курьеркада сәл маған не болды, оңайырақ. Себебі великпенмен жүрген кезде бұрында бір сайран жаққа или бір дальняққа где-то 1,5-2 сағат тоқтамай ұра беретін едім да. Ал мына жақта курьеркада мен Вольтқа, Яндексті істедім, потом Вольтқа кірдім. И ол жақтарда бір жақсы жері, сен бір жаққа барасың, заведенияға күтесің. 10-15 минут дем аласың, сосын тағы 20 минут жүресің, күтесің. И бай, андай үзіп істесең, оказывается, болады екен. Нормально. А егер де былай отырып, дальняққа 4-5 сағат тоқтамай жүрсең, вот сол кезде қиын да. Біз велосипед айдаған кезінде бірінші. Осы курьерде жүрген кезінде. Шықтым. Бір күн кәдімгідей, азын сағат 9-дан бастап шықтым, түн сағат 10-ға дейін баратын. Новый курьер білесің ба? Азынан баста кешке дейін ұратын, түнге дейін ұратын білесің бе? Мысалы, қалай өздері сондай ықыласы желаниямен ба или кәдімгі ақша таққысы келетіндер да. Ол кездерде еще мықты не болатын? Иә, ол кезде солар жоғары. Бірден кейін бере, ақшаны ала бересің, 25, 30, 40. Сағатына слотта 5-6 мың төлейтін кездері болды. Сөйтем да велосипедпен ұрам ғой, короче. Великпен де курьерканы ұрдым. Великпен алған кезінде. Үйге кеп түнде сағат 1-лерде кеп үйге ұйықтадым. Азанда, короче, велосипедті көрсең жүрегің айниды ғой кәдімгідей. Жүре алмаймын, ботым кәдімгідей. Арасы пиздец ауырып жатыр ғой. Еш болмайды бұл дедім ғой, велосипедті көрсем. Арада бір күн тастадым да, қайт велосипедке отырам, бәрі көмектесіп. Курьерка все-таки мопед дұрыс. Мен де соны түсіндім. Просто мопед дұрысында дұрыс, көп адамдар жақтырмайды. Мопед көрсе, бір курьер, жалпы курьер көрсе, кәдімгідей бір анандай бір өзінің қатын көргендей көре ма, түсінбедім мен ше. Кейбіреулер бар. Пиздец жекіріп сөйлейді. Босай өтіп кетсе дейтін ше. Түріне қарайсың, жабаусың деді кете саласың. Просто видишь, сенде андай характер не бар да, просто қазір жас өспірім балдар мопедпен жүреді ғой. Кейбіреулер жауап қайтармай қалады, машинадағы отыратындар ойлайды, ол бәрі жас өспірім подростықтар деп ше. А уже мынандай мужиктер етіп жатқан кезде олар таңғалып қалады. Ух, не қойсын, бля, мужик екен, нахуй ерегіспей қояйын деп ше. Негізі анда жас балдар көбісі ерегіседі, жас балдарда қазір. Қазірде ондай бар, қазіргі негізі бірақ жас балдар анандай біреу ұрса, үндемей тұра беретіндер бар. Қазір біреу ұрса, не болды? Мен сен, інім, кімсің сен інім дейтін деп, ересіп кете беретіндер де бар. Ішінде кәдімгідей. Ана ұрайын десе, мен машинадан түсе алмайды. Машинадан түссе, ол анау қашып кететіндер бар. Мен бүйтіп тұрып қалса бар, машина тоқташы дейтін болса, менше. Мопедтің ручнигі жоқ болса, ручник тауып алам ше. Не болды кәдім, түсе салам. Кәдімдей жағастаса, стасып кәдімді, патырласып кете салам ше. Мен даже великпен қырылыс қалғам машина етіндермен ше. И бір енді үлкен кісі ғой, көріп отырсаңыз, кешіріңіз. Бір алдымнан келді, мен өз жолымнан кетіп барадымын, осы былтырлар ол. Сөйтті көтіме тақайды ғой, көрші, сыйлай берет, мен де тоқтамайым. Қаттырек айдамайым да, бірақ алдында мен расстояние ұстау керек мопедті. Обязательно бір әжептәуір ұстамасаң, ол тоқтап қалса сен мопедті сырғып кетесің. Тем более 2 дөңгелек тайып кетеді. Мен ұзақтау расстояние ұстап отырамын да. Анау бап, мен оны оздыр жетсем де, менен бір ары кетсе бір 3,5 метр алдында жүретін жер, одан артық кете алмайды да. Сөйтіп келіп жатырмын, соны тоғыз жерде тоқтаттым ғой. Сөйтіп түсті да, машинадан сәл әжептәуір кісі келді да мопедіне бір тепсе болады ма? Самурайдың артқы боковой бар ғой, немене, поворотник түсіп қалды. Қуат екен да? Сомен
ой аға не істеп жатсыз дедім. Сөйтті де ёп твоя мать ана мына шешең деп кетті. Ой шешең тоқта дедім, шешесі кейін қайтып машинасымен кетіп бара жатыр да. Аха. Бірде бір болсын дедім. Мен сіздің артыңызды сындырамайын дедім. Боковойыңыз маған керек болып тұр дедім да. Төбесіне бөрдім, борға да қалды. Сонымен шешең қайт жүгіріп келіп жатыр. Мопедке отырдым, дәлші кетті ары қарай. Сосын саған былай артынан қуып былай қысып ондай не қылмады? Жоқ, одан мен кетіп қалдым ғой. Ол мен мопедті теппеген кезде мен де дұрыстап түсіндіретін емес, иә. Ондай анандай адам емеспін ғой, қатыгез. Ол просто келді да. Қатты не өзіне не қылды. Мен біліп тұрмын ол, менің осыда да ол ары қарап кете алмайды да ол. Скорый емес қой саған. Дұрыс па? Мегалаксын қоса басып өтіп кете салатын. Ол да кәдімгі таксист па, мен түсінбеймін енді. Сондай жағдайлар болды да мысалы. Ондай болып қалады, нерві ше не қаласың. Клиенттермен ерегескендерің болды ма? Клиенттермен? Кәдімгідей андай. Вот клиенттермен емес, именно ана общий пит бар ғой, тамақ беретін. Солармен бір-екі рет ерегесіп қалғанмын. Просто оларға барған кезде, как будто сен соларға жұмыс істейтін сияқты ше, тамақ беретіндер ше, адам салам бро соларда. Сен ондай болмады ма? Ондай болады. Иә. Маған наоборот клиенттер нормально сатып көрді. Ана именно общий питта істетіндер, білмеймін. Енді извиняюсь, конечно, бірақ маған көбінесе общий питтағылар ұнамады ше. Сен мысалы сен білмейсің ғой, қай нешінші курьер екенін білмейсің бір тамаққа ше. Иә. Мысалы біреу алады да завершит, қайтып отмена қылып жіберуі мүмкін. Тағы да оны 2-3 курьер алып отмена қылып жүрсе, сен 4-ші курьер болып алуы мүмкін да ана. И апарып берсең, апарып беремін де, неғып кешігіп кеттіңіз анау дейді. Үйде газ бітіп қапты деймін мен ше. Үйде газ бітіп қапты, газ құйдырып әкеп келіншегім істеп, енді дайын болды, соны әкеп бердім сізге деймін да. Ана бүйтіп шок болып тұрады ғой. Мен істеп келген адам ұқсап отырды да. Оказывается, мен істемеймін ғой. Ана жер дайын дейді, біз барамыз да аламыз кетеміз, апарып беремін, дұрыс па? Барып алып, отырмайсың ғой бүйтіп. Менде мынандай болды Гловода. Гловода жаңа айттық қой, 1-2 заказ береді деп. Короче, где-то 2 заказ ба, 3 заказ примерно, по-моему 3 заказ береді. И біріншісі готов деп болады да, екіншісін әлі дайындап атады Гловода. Анау готов деген бірінші клиенттікі, анау телефонына готов деп келеді, бірақ оған ескертпейді, что менде тағы да екінші тамақ бар екенше. Анау күтіп отыр. Готов деп уже 20 минут болды. Анау ресторандар мазган не алып, короче, жазады 20 минут. Мен қашан дайын болады деймін да, менде 2 заказына біріншісін апару керек. Кас деп, жарты сағат жасады. Ана екіншісін алдым, сосын үшіншісі сол кезде дайын болды. Ана клиентке апарам. И апарсам, маған да, вы что, пешком шли дейді ше, типа, жаяу ма дейді. Мен айтам, жоқ, мен күтіп қалдым дейді. Ну, давайте дейді ше. Просто уже Глованың кесірінен ана клиенттерден сөз естідім да, аналар еще ресторанның кесірінен, что тамақты ұзақ дайындаған. Негізі сол 2-3 заказ болған кезде уже анау екінші заказдың кесірінен бірінші заказ күтіп жатқан клиенттер соған зардап шегіп қалады. Иә, сол жаман ше. И мынандай қызықтар болады ма? Шлем киіп алып, машинамен жүрсің бе деп сұрайтындар. Ондай болмаған сенде бар. Зай болып, басында шлем тұр үшін, андай болып ше. И машинамен жүрсің ба дейді ғой. Жоқ, ешекпен жүрмін деймін де. Ал не үшін етіп сұрайды екен? Білмеймін. Тентек ба, илеме басында шлемін көрмеймін бе екен? Или олар бүйтіп па, типа, ұзақ боқалдау деген намекпен ба? Сондай болды. Бар ғой ма? Негізі машинадан мопед тез барады. Тез, е. Ол машиналар тұрады олар. Е. Мопед тұрса, сәт, так, мына жерден сол қарап бұрылсам, так, мына мен тез барам деген нәрсе жоқ қой машиналарда. Менде былай қазір айтса, менде машинамен де доставка істеген кездер болды да, и жаңбырлатып жатыр, жаңбыр бес құйып жатыр ше, мопедпен нереально жүр. И бір жас бір қыз звонит, саламатсыз мопедпен ба дейді. Сондайлар бар. Мен айтамын, кешіріңіз, бұл мопед мынандай ауа райда жүре алмайды ғой деймін. Ондайлар да болады, тентектер. Айдалаға Яндексте жүрген кезде айдалаға вазелин заказ береді. Бір қар жауып тұр, қыстың күні ғой. Енді Яндексте ақ боласын, апаруға міндеттісің ғой же. Біраш қабылдадым, вазелин түсті, өзі оны неде тұрады, қалқаман жақта. Мен оны Сейфуллинадағы бар ғой, сол жерде аптекадан алдым. И вазелинді қарда барып берем. 3,5 теңге ма, сондай алдым. Вазелин қанша тұрады? 150 теңге ма, 200 теңге ма сондай тұратын жер? Қойсын 1000 теңге деші. Үйін сол домға бардым, домға барсам қасында аптека тұр. Просто барғысы келмеген. Похуй ғой. Біреулер
мусорын беріп жібереді үйіне ше бірақ Иә. бауырын апарады 500 теңгемен те түріне қарайсың әкел дей саласың ғой не істейсің басқа бірақ бір жағынан сондай сәл ерінетін адамдар болған дұрыс ау деймін да курьерка андай аты жұмысқа алмай жатады да бір жағынан жақсы негізі біздің қазақтар жесткий жалқау да оны біздің қазақтар саған қарап сөйлейді қазақтар заказ берсе де олар сөйлейді үйіне жатып алса да домофонын ашпай қояды именно көбінесе біздің қазекеңдер да ал орыстар болса есік алдында күтіп тұрады сен иә барасың именно андай бір тамақ берсең есікті андай ашатындар бар ғой білесің ба бір рет сондай болған бүйтіп ашып бүйтіп тұрады әкетеді да как будто андай бір ЦРУшник андай ФСБ-де істеген сияқты ше иә бүйтіп тұр мынандай кішкентай ашады да ау дейді да әкеңіз ана тамақ әрең жатыр шешең ам әкелді ма аш шешең ам есікті до конца рамысымен қосып жұлып тұрып ашып тасташы сен тамағыңды әкеліп отырып қойшы бүйтіп кейін ал спокойно сығылысып бүйтіп есік шешең істеген жұлып алып тастасаңыз сондай кезде бір рет мынандай болған біреу ашады есікті ше бүйтеді долбоеб па мына қозымен түсінбейсің ше иә сонымен түсінбедім даже ондай қыздар болады мопед таппай қалған күндері көп болды менде ше или тығып тастай ма мен түсінбеймін мен ше бля кәдімгідей осы бір тиктогыма салған бір видеом бар анау подъездге кіремін сөйтсем арт жағымен кіргенмін да негізі тугиста тура подъезд жақтан апармайды ғой нені иә карта арт жағына бардым дейді оны есік тұр екен болдым да мопедті қойдым да патыр пұтыр лестницамен көтерілдім да старый домдарда бая әкемнің әкесі тұратын солармен жасты кісілер тұратын сонымен шығамын да артыңғы подъезден шығып кетемін ғой короче ашамын айдалам мопед жоқ бай жүгіріп кетесің ғой ол кезде камераң жоқ как будто бір ұрлады ма ана жаққа барып жүгіремін мына жаққа барып жүгіремін сөйтемін да отырамын ғой сол домнан арт жағымен барып көрейінші деймін ғой барсаң на бетінде де есік тұрады мопедтің қайқайып ассалаумағалейкум мына тамыр деп тұрады ғой сондай кездер болады өткенде де анау простой деген мопедімді тығып қойды мен білмеймін ше екеуміз тугиста бармыз ғой негізі масанчиге бұрылдық заказ беріп шықтым оны келгенін білмеймін білсем тоқтаймын ғой оны көремін ғой бүйтіп артынан бүйтіп келген екен да мопедті қойғанмын да подъездге кіріп кеттім шықсам мопедім жоқ қой ойламаған жерден де какой то арасы секунд да анандай ұрылар дайындалады ғой давай ана не кірген кезде бірден мопедін ұрлап шығамын мен одан кейін мопедімнің кілтін ошламаймын тастаймын да сол кіремін да шыға беремін и сол ана бір пайдаланды ма дедім да бәрі жүгіремін ғой короче масанчиге жүгіріп көшеге қарай ше барамын да қайтадан двордың ішінде ма деймін қайтып көрсем просто мәз отырып қалдым да снекерсің не тормози деп ше соны бля сондай қызық болды андай кілтті де бір-екі рет қалдырған менде кездер болды мопедте ше сосын жаңа не айтайын дегенмін клиенттер яндексте вольтта гловода басқаша кішкене мысалы мен байқағаным мысалы маған ең ұнаған вольтта клиенттер спокойно зор яндексте гловода басқаша клиенттер яндексте самый ярый андай жесткий саған кейде сөз айтады гловода сосын и вольттікі самый осындай интеллигентный деп мысалы вольттағылар білмеймін олар негізі вольтта тамақтың дайыны жазылып тұра ма ше өздері соған көніп тұрып заказ бере ма тез келеді олар да одан кейін вольтта мысалы 10 минутта дайын болатын болса 20 минутта дайын болады деп қойып қоя ма сондай бірдеңе шығар өйткені мен бүйтіп байқаймын ғой вольтта бүйтіп барасың гловомен вольтта негізі бүйтіп кісі болып барасың заказыңды аласың да кетесің ғой ана жерде яндексте терлеп кеткен ғой короче тикток көре беріп зарядалып қалады ғой телефондарын ше зато бүйтіп отырады да заряд бітеді сонымен қайтады ғой мен де яндексте істеп жүрген кезде біраз сумканы термосумканы түсіремін да кісі отырамын қасыма келеді да менен кейін бір 10-15 минуттан кейін келеді да вольттағылар келеді да заказды алады да бүйтіп шығып кетеді короче бүйтесің короче отырасың ше уақыт өтіп жатыр ана жақтан яндекс мына жақта 5-6 яндекс курьер и біреу мынандай қара сумкамен особенно авто аккаунттар вольт это сиібасы вольт қой вольт дейді сука вольт дейсің яндекстегілер бүйтіп қарайды ғой
ұялтпаймын. Так то TikTok көріп отыра берші, заряд бітіп қалады ғой телефоныңа. Иә. Сондай кездер болды ғой. Или анда неден мартқа барған кезде KFC-ға ше көп күтіп қалады ғой. Яғни любой KFC-да почти андай не болған кезде Яндекстер толып кетеді ғой, бля, Вольт кетеді, сосын Глово, сосын Яндекске ше. Мынандай қызық болған. Яндексте жүрмін. И мен аккаунтым банға кетіп қалған. Қатынның аккаунтымен жүрмін ғой. Сөйтіп келіншегім аккаунтымен жүрмін да. Келіншегім аты Мөлдір. Сөйтемін да, короче, ана жерде отырам. Көрер жігіттер отыр, клиенттер да қоя. И кепсиде пәленше деп атын айтады, білесің ба? Иә. Бля, тұрмын, Мөлдір дейді ғой, короче. Ау деймін ғой. Кепсидегілер бүкілі күледі ғой, короче. Өзім андай сасқалап қалдым да. Кешіріңдер ғой, келіншегім аты дедім де. Кепсиді алды, заказ алды, кеттім ғой, бәлә, жарылық боласың ғой. Бля, кинодағыдай болыпты ғой, йоо. Ондай кездер болды, бля. Дәйше, ұялмай, ау дейсің. Ау дейсің ғой же. Үндемей тұрсаң. Мынау Мөлдір, бейіс мықты екен. Бәлә, Мөлдір мәне деген жан мен атын ше. Оны көрерлер біледі ғой, ана клиенттер дым білмейді ғой, ана жерде отқан ше. Бәлә, жарылғасың ғой, көресіз. Йоо, бля. Әләш. Бай, неде? Яндекстің бір жақсы жері, мен істеген кезде көбі айтатын еді көрерлер ше. Яндексте күнде істесең, күнде бір жаңа бір история болады деп ше, бір жаңа бір неке болады деп ше. И мен былай ойладым, сосын шынымен де Яндекске күнде шығасың, и әрқайсыда бір жаңа бір ситуация болады, бір прикол болады ше. Мысалы, Гловода, Вольтта, в принципе, былай бірдей бәрі. Именно Яндексте күнде бір жаңа бір прикол шығады ше, по-любому. Сондай бар. Барсаң, адрес дұрыс болмайды, короче, барсаң. Иә, күнде бір история. Корпоративныйларды бере салады. Былай, сондай приколдар. Негізі қателесе береді да. Одан кейін анау өздері, біз мысалы Яндекстегілерді түсінбейді клиенттердің көбісі. Біз бірақ заказ апармаймыз, дұрыс па? Бізге екеу қосып жүреді, үшеу қосып жүреді. Оны сен барам дегенше, сен олар картадан көріп отырады ғой. Мен кетіп бара жатқан біреу звондайды, короче, осы студенттер кепсиді ұрлап кеткен ба, бірдеңе, короче. Звондайды ғой маған. Мен осы заказ беріп жатқан үшінші кепсиім дейді ғой, короче. Аузың ішіне істейін, әкеп таста, әкеп тастайды, әйел кісі. Ой, тәте, тұра тұрыңызшы, мен сіз заказыңызды алып алайын бірінші. Мен апарып тастаймын. Бұл апта мен сені ана картадан көріп отырамын, жарай ма дейді ғой. Не алып кеп, артыма кеп отырмын ойыз дедім. Апарып тастаймын, уайымдама. Сөйтіп кепсиді алдым. Сөйтіп екінші кепсиді алдым. Сөйтіп ананы алып, енді тіке соны үй жағына барып апармайсың ғой. Жақын жерге бірінші жібереді жолға. Жақын жерге апарып, ананы теріс қарап кетіп баратса, ана қатын қайсыз ондайды ғой. Және картада былай кеттің. Аузың ішіне істейін де, сен вообще басқара кетіп баратсың ғой. Тәте, менде екінші заказ бар. Білмеймін, мен заказын әкеп таста, болмаса заявление жазамын дейді ғой. Бәләші, кәдімгідей давление болдым ғой. Ана заказ тастадым да. Ананы қарап пердім ғой, короче. Апардым да. Тәте, не болды дедім де? Бұл тамақ заказ берген, сіздіңкі бұл. Мен көрерім ба? Мен апарып тастауға міндеттімін. Сөйтсем, мынау үшінші заказым дейді ғой. Екі заказым жоқ болып кетті дейді, короче. Жоқ қымбат қой кейсе. Сөйтсем, студент балдар деп айтты. Студент балдар жайлап ала деген да. Полный шығарып тастайды. Сондай нәрсе айта берейін мынандай не туралы. Короче, бір бала, студент балдар, жап-жас балдар. Биыл енді екінші курс па, сондай шығар олар. Биыл екінші курс шығар. Енді студент дегенде, енді студент балдар 5-6 балдар болып тұрады, тұрсы? Достар уже 5-6 балдар болып тұрады. Сөйтті, бәрі бір-бір аккаунттан ашады. Яндекс, тұрсы ба? Сөйтті, Яндексте заказ береді біреуі. Бір заказ, екі заказ дейді, ішінде тамағы молдау түсетін болса, алады да, неден шығып бөді салады. Приложениеден шығып бөдеді да, соның қарын дойдырып алады. Ол енді кетті по жизньге. Оларға айырмашылығы жоқ. Екінші күні ана досы сондай қылады, үшінші күні ана досы сондай қылады. Сөйтіп кете береді. Оның зардабын кім кетеді? Басқаларға тиеді. Тек олар өздері андай көрер болып істемейді, просто бір күнге сөйтіп ала салған ғой өздері. Мысалы, бір-екі күн басын істеп жүреді, қарын ашып кетеді.
біреу 20 мың 15 мыңға тамақ заказ берсе соны күтіп жүреді да, короче. Түсет сол сибалса шеше общаганың ішінде отыр да, көрсең бір қарасаң шеше орып жеп отыр, нан қосып сөйтіп талбайып тоясың деген жақта. Бірақ еще видишь, ана клиент походу нормально арыздана алмайды, себебі ол Ресейге арыздану керек, ол жақта ешкім не қылмайды. Себебі ол мысалы Вольтта болса, Глобус, хотя бы офис мына жақта бар, мына жақта андай прям курьердің Яндекстің особо офис жоқ. Может андай, то есть даже арыздана алмайсың да оларға, курьерлерге. Яндексте қазақша жоқ қой. Аха. Яндексте кіремін да орысша білмеймін мен негізі, байқаусызда бір орысша қойып қалма мақұл ма? Қазір жоқ па қазақшада? Білмеймін мен қазақша. Мен істеген кезде қазақша жоқ та. Жазасын, тек орысша келді, не жазатыныңды білмейсің ғой. Көшеде біреу салады, орысша білесің ғой, білемін, жазшы. Ол неде жазамын дейді. Так, осыны заказ жоқ, короче. Жазып жіберші десең. Ана Яндекс сен жазғаныңды күтіп отырасың ғой, қазір келеді бір 15 минут пен 20 минуттың арасында дей ма, сондай бірден келеді. Ол жақта еще бір робот адам. Иә. Бәле ананы күтіп отырмын. Бір пашық темекі ада болды ғой. Бір кезде келді ғой. Не дейді? Сонда да мен сөзім сөйлемейді да, клиенттің сөзін сөйлеп тұр да. Шешесі, құраш шешең. Сой Глобаның офисіне ұшқан бол, сол кезден бастап. Глоба мен Вольт бір жақсы жері, андай курьерге не қылады, жағдай жасайды. Жағдайын жасайды. Сол жағына жақтасады. Арақашықтық жақын береді. Мысалы Яндексте сенің барып заказды алып, заказды алатын жерінен апаратын жерге есептеп береді. Сен қандай жақтан келіп алып заказ алатынын есептемейді, дұрыс па? Менде болған мынау саяхаттан қай жаққа? Саяхаттан бастап Айнабұлақ жаққа дейін барып, сол жерден бір заказ алып, бір 2 километр жерге апардым, 750 теңге тұр. Нақтан қанша километр олай? Олар қатты. Сондай нәрсе есептемей деген да. Сондай кездері болды. И одан кейін челлендж ба, соған жетіп отқан кезде бір тема болады. Ана челлендж ба не еді? Бар, Глобада. Иә, Глобада. Бір заказыңа екі заказ ба жақын қалған кезде бірдеңе тап боласың ғой. Бәләш енді қаласың ғой. Соған бұл еңбек етеді адамдар көбісі. 15 мың теңге отамын, 12 мың теңге отамын деп. Яндекстің бонусы сияқты. Мына жақта қарау керек па сұрақтарды? Примерно бұл жерде бір денсаулық сұрағы жоқ шығар. Бұл жақта көп айтады, тамыр ғой дейді, макиге ризамын дейді комментарий. Бұл қоя берсе, или мен саған қойайын осыларды. Қазір мына жақта бір қайсысын мен көргем. Простойдікі былай кетті, мына простойдікі ұнайды бір сұрағы. Менің сұрағым дейді макеге. Точно ол сұрақты қой келешекте дейді. Жоқ, точно ол сұрақты қой дейді. Келешекте таксовать етіп кетсе, курьерді мопедте жүргендерді жек көріп кетпей ме? Ойбай. Мен машина мініп кетем дегенше, ол курьер болып жүрген жігіттер бәрі машина жетеді ғой. Тамыр, если что, саминнен болмасын да менен, жағынан тарт жейін бля, нахуй. Сен тамыр деп жүрсем, сен соны ұмытып кетеді деп атсың ба? Арамы қатқыр. Тағандай сұрақ бар? Вроде сол былай сұрақтар, а так басқа поддержка сұрақ не бар ғой? Поддержка беріп қалды. Ош, мынаны қойшы, Мед Шымкент дегенді қойшы. Мед Шымкент? Мен мынандай подписчигім ғой. Иә, сен соған үшін ұнаяқты ответ беріпсің, иә? Иә, айта берсің. Маке Тамыр дейді, былтыр мен алдап кеткен, и соны не үшін алдады сұрашы, атым дүл айтсаң таниды дейді. Мынандай болған ғой. Короче, білмейді да ол негізі өтірік жаза салды ғой негізі. Оған мен на принцип етіп айтамын да, короче. Бұл мед сатады. Сөйтті, короче, Алматыға мед салады ғой, короче. Сөйтем да 5 литрліктен 2 баклаш салады да, 10 литр мед салады маған. Сөйтті, бұл маған бір коробка мотильный майды сал жерші дейді ғой. Аха. Болды деймін да, жаңағы 5 литрік мен 10 литрік миотын қайт обратно чимайтқа салып жүрем ғой. Сөйтті, болды, мотильіңді күтіп ал деймін ғой, короче. Барысында 5 литрік миоты да өзінің. Иә. Сондай болған, короче.
Прикол. Мед, Чымкент. Прикол тез жесткий екен. Еба. Мен саған мотелің дедім ба? Қайт мотеліңді ала бер дедім да. А че не үшін үйттік? Сондай өздерің сөйтіп бірінде прикол істедіңдер. Сондай болады да. Анау Кука, кім танисың ба? Аха. Чымкентте. Кука блогер. Иә, білем. Менде друзьях бар. Постоянно друзьяң ба? Аха. Бәрін қолдайды, байқайсың ба? Иә, базар. Жақсы жігіт екен. Иә. Бүкіл видеомды мен қандай видео салам, любой адам салады ма осы TikTok саласын жүргенде ше. Или бірінші соған шыға ма, или 5-6 телефоны бар ма, мен түсінбедім ше. Походу өзіне осы не ұнайды. Ұнайды ау деймін. Кіріп кеткен соған. Тікет саласын. Бірінші содан келеді ғой. Лайк, репост ше. Молодец, Кука тамыр, көріп отырсаң. Анда жолда кетіп бара жатқанда қазір видеоға салады, тоже лайк басып қояды. Иә, ондай бүкілін салады. Мына жерде көп былай дейді, осы тамырдың әңгімесі бөлек қой, тыңдасаң, от души тыңдайсың ғой дейді. Қашан көрсем бір-екте жүреді айғыр дейді. Так, ну и все, в принципе, мына жақта корпоративный заказ жайлы, бірақ ол былай жалпы айтыпты да. Бүйтеді, ассалаумағалейкум брат, Яндекс компанияға айтшы, өтініш корпоративный заказды алып тастасын. Біз оны неше рет айттық, оны алмайтын сияқты. Оларға пайда ғой? Сол пайда. Бәрін бөліп опытым сияқты, иә. Оларға пайда да, оларға бізді ойламайды ғой, короче. Сол, иә. Біз сорлы жүре береміз ғой. Иә. Үйге барып, жаңағыдай бүйте, жатсаң да болады да. Сол нәрсені біліп тұрып ше. Иә. Бірағынан өзімізді ақша тауқын келеді, амалдың жоғына барасыңызда корпорат түспесе екен деп қаласың ғой. Иә. Одан кейін домой дегенді бастаңшы. Бұтыр жеп корпорат түседі, сонымен қаласың ғой. Ондай бар. Сол нәрсені дұрыс істемеді. Мысалы, домой деген мысалы бір ұзақтан қайтады да үйіне. Үйіне mesela бір проблемам барғысы келеді, дұрыс па? Иә. Бір жағдай болып қалады мысалы. Сол кезде домой бас қой, құрғыл қайтпаймын, бір заказ алып кете салайын деп. Адам домойды басады. Басқан кезде саған 2-3 корпоратив беріп жібереді аптекадан. Сонымен кетесің, дұрыс па? Сол Яндекс сондай жағынан қарастырылмаған адамға. Одан кейін сен клиентпен, жаңағы курьер жігіттермен сәл бір жақсы қарым-қатынаста болса, Яндекс жақсы, дұрыс па? Индрайвер де ұнайды маған ше. Индрайвер ұнайды, базар жоқ ұнайды. Кейде заказ аз болып қалады. Заказ аз бола берсін. Просто ара қашықта ұзақ, осы жерден мысалы Алматы қаласынан Талғарға 1000 теңге жаза салады. Похуй болған ше, жаза салады. Сол нәрсе болмайды. Индрайвермен көп адамдар жұмыс істейді ғой негізі. Похуй да оларға 1000 теңге салады. Қыста да істедің иә, или қыста бастан? Қыста өзі. Биыл 4-ші жыл кетеді ғой. Ма. Қыста. Простой мен қыс бойы істеп шықтыңдар сендер? Қыста окрашка болып қаласың ғой. Айт кәдімгідей. Қыста істеген кезде негізі қыста тек пақырлар істейді екен. Иә. Бір-бірін бәрін таниды екен. Бір-бірін таниды. Иә, заведение келді ғой, қалайсың деп уже бір-бірлерін не қылып, қыста уже бір компашка сияқты бір-бірлерін танитын балалар. Бүйтіп қарап жүресің да уже. Ана кетіп барса, ана бүгін анау шығады, оны TikTok-ына бір көресің. Осы так жұмысқа шық дейді. Бетінде қарларын бүйтіп тазалап жатқандарын салады. Сонда молодец жұмысқа шығыпты дейсің да. Анау шықты, мен үйде отырамын ба не дейсің да. Мотивация береді. 2 гамаш, 7 ма 8 шалбар киесің. Носкиің бір қалың қылмайсың. Үстіңе нормальный купальник киіп аласың да. Шығасың ғой бүйтіп алып. Үлкен жол ғана ашық тұрады. Домдарға кіретін жолдар өмірі. Мұз. Кісе болып сол жерде таясың ғой, көтіңді бүйтіп, былай да. Бізде де группада қыста істеп шыққан балалар соны айтқан, дворға кірсем, каждый раз тайып. Двор тазаламайды, сосын біран ақша жақсы береді, бонус жақсы береді қыста. Жақын жерлерге зор ақшалармен апарасын. Мысалы кейде жол тазалайтындар үлгере алмай қалады ше. Сондай қызықтар болады. Көбінесе тар көшелерді вообще тазаламайды ғой. Иә. Бірағынан оны негізі тазалайды да, бірақ оған кім кедергі екенін білесің ба? Машиналар. Бәрі жолдың шетіне машинасын қойып тастайды. Иә. Ана сыры баса, оған да болмайды. Тазаламай қалады.
ондай да бар. Ондайлар көп. Ана жақта бір сұрақта қалды. Простой тоже. Макет Тамыр самурай мопед ала ма жоқ па дейді. Оппа, Тамыр. Негізі самурай аса алғым келіп тұрды, бірақ алдым қыс қой мен. Алдым қыс. Қысқа мен мопед алып шығындағым келіп тұрған жоқ та. Дұрыс па? Иә. Мен осы қыста осы Дионмен өтіп алам. Кстати, Дион қысқа жақсы дейді ғой көбі. Соны көбісі айтады маған. Дио именно қыстың мопеді ғой. Иә, кәдімгідей бір тепсең, кәдімгі әдемі ше оталып тұра береді ғой. Көрдім сенің видеоларыңда. Сондай қойсаң. бір тепсең. Екі дегенді қолданбайсың ғой. Ана бір 15 мәрте, 20 мәрте тепкендерім бар. О, таканде бензинада қолады ғой. Сол кезде қолданатын нәрселерді ол. Ана новый мопедтер қылса, вызың деді, 2-3 мәрте қылсаң оталып кетпейді да. Ұрасың ғой ше, аяғың кәдімгі тренировка істейсің ғой. Сондай қызықтар болады. Қазір өзіңде велосипедпен жүрсің бе? Қазір доставкада емес, великпен былтыр көп жүрдім. Осы жылы что-то көп шықпадым. Мопед алдым, сосын что-то велик пока паузада. Мопедпенде не болды ғой, мопедтер, потом мопедпен доставкаға шықтым, сосын мопед саттым и эндуро алдым. Андай тауға арналған негізі ше, мотоцикл. Бірақ оның сосын нені өзгертейін дөңгелектерін, чтобы мопедтік сияқты қаланың нелердің покрышкаларымен ше қоюға. Қояйын десем, оказывается, кейбір жерлер келмейді екен. И сосын тағы да бір андай модификация, бір ремонт жасайтын бір кісілерге апардым, мотоциклмен айналысатын. Қазір пока жасап жатыр. Білмеймін қазір қалай болатынын күтіп жатырмын. Енді мен саған ырзамын да, негізі мектепті қалай оқысың, жақсы оқысың ба? Бұлай прям 3-ке де емес, 5-ке де емес, 4-ке ғой, бұлай қарашықтың. Чисто бұлай орташа, бұлай нормально. Негізі бұлай әр нәрсені интерес қуасың негізі. Иә. Сондай қызығасың, сондай жанрда, әртүрлі нәрселер. Қазбалағың келеді, иә. Былай, мысалы, мынадайда, и великте, мопед тематика, курьер тематикада ұнайды, әртүрлі былайша. Сондай бар. Енді мен сен тиктогыңа қарайсың ғой, адам қараған кезде сен жаңағыдай біз сияқты видео салмайсың сен. Сен тек мынандай жерде мынандай нәрсе бар, бір ақпараттар айтып отырасың да. Оны сен қайдан аласың? Сол қызық маған ше. Оны когда как? Былай кейде балдармен сөйлесесің, олар айтады, брат, мынандай шығыпты ғой дейді. Кейде соны тексересің ар жақтан, көресің. Иә, тексеремін. Андай бір Әділет заң KZ деген бір сайттарға кіресің, ол жақта шынымен де шықты ма, шықпады ма. Даже бүгін мысалы естідің ба? Иә, көрдім. Не шықты андай, репост жасадым ғой. Сол андай заңның скоро шығайын деп жатыр деп, нелер Игорь Лепеханың ана ішкі істер министрлігінен сондай уже айтып отыр да. Бірақ әлі еще 6-7 ай бар, короче, сондай. Бірақ қазір, айта бер. Енді менен адамдар сұрайды да, мысалы, тамырларым сұрайды да. Мынандай права шықты ғой, мынандай номер шықты ғой. Оны қазір істеп алсаң да болады. Біранан істемесең де болады да. Әлі заң шыққан жоқ. Оны қаяқтан білесің дейді да. Мен сен айтамын да. Мен осыдан көргем. Базар жоқ. Негізі неше жыл болды мен сені көріп келіп отқаным. Содан бері сондай тема да сенде. Мынандай заң шықты, мынандай нәрсе болады, мынандай нәрсе болып тұр. Просто мынандай болды да, көбіне именно мен видеоларды салдым бұрында ше. Әртүрлі видеоларды салып, өзім қуып жүрген видеолар болды, великпен жүрген видеолар. Именно осы бір ережелер туралы бірдеңе айтып, солар атады ше видеолар. Обычно видеолар менікі атпай қалады. И сосын осымен елдерге ұнаса, осы бағытта жалғастыра берейін дедім да. Мысалы, мына подкастқа бар ғой, мысалы, адамдар тартады екен ше. Иә, қызықты ше. Әркім ішіндегі нәрсесін аласың да. тиктокта кейде оны айта алмайсың да. Айта алмайды. Көп адам қысылады. Кешеде мысалы балдарды көріп жатырмын мысалы. Бар нәрсені айтады екен. Осындай болады, мынандай нәрсе болады. Негізі көрерлерде бәр нәрсе оңай емес қой бізге де ше. Сайбан шығып кетеді ғой. Жүре бересің. Бірақ қой бірдеңе ашайын ма дейсің, ашайын десең ше ақша да жоқ қалды, запас ақша да жоқ. Видеоларда көргенмен айтамын. Шаршайсың да. Сол әжерге біз балдар келіп жаңағы. Бірақ мен саған кеңесім, мен кеше бір видеоңды көрдім, сен айттың, негізі былай видеолар түсіресің, бірақ бір кәсіптік ашайын десең, пока ақша жоқ, мысалы квартираға кетеді, нелерге. Бірақ байқасаң, мысалы қазір Яндекс саласындағы таксопарктар бір-бірлерімен мықты конкурент болады ғой. Мысалы таксопарктарды не қылсаң болады ше, былай өзің солардың несі болып андай амбассадор деген бір сөз шықты ғой. Солардың өкілі сияқты ше.
бірақ өзің мысалы бұрыннан бері Яндекс істеп келе жатқан біреуді алып соны не қылсаң ше и балдарды түсіне зато саған өзіңнің тиктогыңды жүргізу үшін тоже уақытың болады да. Мен просто байқағаным қызықты сенен көрдім, Айбекті білесің ғой, қызықты мобилист, қызықты блогер. Ол қазір чисто қазір Яндекс ұрып жүрмін дейді, тиктокты қазір пока қойдым дейді. Зор тамшы жаяу жүреді автобуспен. Мен айттым, Рано сен тиктокта былтыр жарып аттың ба дедім да, может Мұрат Абдилладан сәл слабылау, бірақ почти солармен қатар жүріп баратын дедім ше. Неге соны жалғастырамын, блин, брат, қазір жұмыс істеу керек, Яндекс дейді. Сол үшін видишь, кейде өзің сондай бір кішкентай кәсіп болса таксопарктармен или бір магазиндермен сәл не болсаң, оны оқырмандар түсінеді, зато сен өзің андай контент жағынан уақытың болады да. Потому что мысалы Айбекті де скоро шақырамын, мен оған айтқам, подкастта күтемін деп. Оған да айтқам, Рано сен чисто жұмыс емес, кейде тиктокты да түсірсей деп ше, потому что оны көбі оқырмандары бар көретін. Сол үшін мысалы мен де бүгін сен подкастқа келдім, сол тоже қуаныштымын да, потому что сен мысалы чисто жұмыс десең, онда тиктокта сосын не то болып қалады да. Бірақ сен келдің подкастқа, біз сөйлестік. Мысалы менің оқырмандарым, сенің оқырмандарың, біз в основном былтыр жардық қой тиктокты. Биыл көп жаңадан келген бір мықты балдар, жас балдар, тиктокерлер көп болып кетті ше. Жесткий, мощный ше олардың контенттері. Мысалы бізді былтырғылар біледі балдар. И может қазір бізді былтыр көргендер подкастта көріп қуанып қалады ше. Ух ты, бұл балдар әрі тикток түсіріп жатыр екен, ау базар жоқ деп. Может өздеріне бір қызықты бір нелерді алады, үзіп өздеріне моменттерді біз айтқан. Оны нәрсе мен істегім келеді, біреуге амбассадор болғым келеді да. Бірақ мен де негізі қалай айтсам болады ше. Біреудің қасында жүргім келмейді. Мұрат Әбілді айтып отыр ғой. Біреудің қарамағында жүргім келмейді дейді ғой мысалы. Өз нанымды өзім тапқым келеді. Бірақ істеген де зор да ол жағынан мысалы өзінің тамырларын қолдайтындар бар ше. Енді жетеді. Қолдап жіберетінде просто өзің ыңғайсызданасың да. Біреу астына комментарий жаза салады. Нахуй сен амбассадор болуға сен лайықтысың ба? Түсіндің ба? Қолдамайды да біреулері. Мысалы оны қолдаса, ішінде үшеуі сөйтіп жазады. Сен нахуй білімің жоқ қой деген сияқты нәрсені айтады да. Өткенде мысалы бір баламен сөйлесіп отырмын. Сен мәке тамырсың ғой дейді. Иә, мәке тамырым ғой. Братан тоқтаса шетке әңгіме олақ деп. Екеуміз әңгіме отырып. Сөйтіп тикток братан зор жүргізесің саған. Мен саған ырзамын дейді. Бірақ сенде де стримингде де нормальный адам отырады, сені көреді, мынандай қылады. И сөйтемін да, сен тиктогың қандай деймін да. Кіріп қалсам 21 білемін подписчигі бар ананың. Базар жоқ. Сен менен қайта мен сенімен әңгіме тартайын да сен дедім да. Братан деді, мен танымайды ешкім дейді. Бірақ подписчигім бар дейді. Видеоларын көрсең жаңа 15 мың, 20 мың, 10 мың сондай адам тебеді екен да видео көреді екен да. Ал менде өзім подписчиктерім де көреді, рекке де шыға береді. Үлкендер де көреді, жас да көреді. Былайша көретін адамдар бүйтіп басып тексеріп қалатын болсаң менде 25 мың 30 и ары қарай кішкентай балдар. Ең көбі 25 мың 30 аралығында көп көреді екен да мен. Кейін 50 мен 55 ба қандай? 40 пен 55 ба? Қорамаппын сондай. Сондай ма бірдеңелер болады екен да менде. Соны таңғаламын да. Енді үлкен адамдар таныса да, «Кей» демейді саған. Кішкентай балдар, сен анаусың ғой деп. Қасым молодец, Қасым енді зор көтерілді. Қасымды кәдімгідей. Осы қыста 360-пен сүріп, сол кездерде группада еще жазған балдарды есінде айтқам, мынау походу мынау бала жарады ау тиктокты деп. Сол кездерде әдемі кетіп отыр. Не ма? Шлем киіп алып жүрген кезде, айдап баратқан кезде өлең айтасың ба, айтпайсың ба? Шыныңды айтшы. Былай может айтатын шығарым, былай болады, иә. Бірақ былай үзіп кейде былай бір өлең тыңдай беріп, бір музыканы кейде есіңде сақтап қалады, бір-екі рет айтып, сосын кейде болып қалады. Сендерде де қандай шлем киіп алып, өлең айтасыңдар ма, айтпайсыңдар ма, шындарыңды жазып кетіңдерші, аямай. Көрейік тұрсы ба? Сен же айтасың ба? Мен шеше бүкіл өлеңді айтамын ғой мен ше. Кәдім киіп аламын да, шлем киіп аласың да, рөлге отырып аласың да, баковойға қара, көп қараймын баковойға. Қараймын да, бір машинадан көремін ба, қандай ма, Мерседес көріп қаламын, Мерседес туралы өлең айтып қоя саламын, похуй кәдімгі, ойдан құрастырып ше. Саған онда не керек қой, камераға петличка емес соған. Сол нәрсе жете алмай жүрмін ғой, Сол кезде әдемі кететін сияқты. Мен кәдімгі анандай
Бітеп тұрамын да, кәдімгі өлең шығара саламын ше, похуй кәдімгі бір өлеңдер шығара саламын. Отса әдемі кететін. Айдап баратып, мысалы бір әдемілі бір біреуді көріп қалсаң, сәл бүйтіп қаласың, короче, ше, сондай нәрселер болады да. Бля, көресің бір енді бір мафия бірден шығып қала салады ше. Ай, пидорас, сәл қатты айтқанда оңбайсың ау деп өзін сөйлесе кете беремін ғой. Менде де ондай бар, кстати, бірақ кейбіреулер оказывается вообще сөйлемейді екен, сондай. Маған да сондай кейде болмайды, өз-өзіме бір сөйлеп, бір не қиды. Мен бір адам көп сөйлесем, шлемнің ішіне отырып алып ше. И светофорда тұрсам, қасымда мафиотисте тұрса, мен танымай өздері алғашы аң деп тұрады қазір. И мен көктемді сағындым ғой деп тұра беремін ғой, тез бір наушник бар адам ұқсап ше. Бәләш, өз-өзіне күлем ғой. Не, дерзко. Негізі саған сол гарнитурамен болса? Сондай нәрсе болса да. Көбіне көрермендерге қызықты болатын сияқты. Негізі бізде анандай тиктокерлер ғой қазір, мысалы, мафиотпен жүрген тиктокерлер өте көп қой. Дұрыс па? Иә. Негізі мына тамақ бар ғой, жаңағыдай. Неден тамақ алатын жерлерімізді ше? Андай общий пит дегендер ма? В общем, жан жақтаса пицца, мына сондай алатын жерлерді негізі мына тикток мафиотпен тикток түсіргендер ғой. Солар рекламаны істеу керек. Негізі ше, соларға істету керек та. Олар барады да шеше аналарға пәленбай мың ақша береді да. Бізге ше 5-10 мың теңге берсе болады бізге ше. Рекламаны өлтіреміз бізде. Айтпа, сол ғой. Ең көп заказ алатынымыз деп қойып тұрып. Пәленше деген ресторан, осы жерден тамағы көбісі заказ береді деп ше. Сөйтіп істебесек болады да негізі біз ше. Сол ғой. Бізде ше адам қолы көрмейді, тиктокерді ойламай ма бізде? Олар келешекте түсінеді оны. Иә, қадірлі жетеді. Жетеді, потому что қазір олар андай бір инстаграмдағы непонятно бір блогерлерге бір рекламаны етеді, бір суши бір некелерін, олардың көретіндер оған вообще қызықпайды ше, ол жақта кішкентай олар. Мысалы бізді көретіндер уже жас үлкендеу нелер еще рекомендациялар әртүрлі нелерге жетеді ше. Қазір негізі сен айтқандай жаңа біз сөйлестік қой, что TikTok қазір мүмкіндікті даже қарапайым көрерлерді қалай көтеріп жатыр деймін да. Қазір барлық актив ол осы мопедпен курьер саласындағы қазір көбі курьерлер әкетіп жатыр ғой, ректерші. И сен айтқандай жаңағыдай андай бір заведениялар өздерінің нелерін айтса, бір конкурстарын не қылса, негізі әдемі кететін еді. Беттір, біз мысалы келіп тұрып, жаңағыдай бізде жылдамдық уақыты қалай деп сұраса да, бізге дұрыс па? Ол көп халық бізді көреді мысалы ше. Сол. Сіздерде бізде келесіздер, бізде қанша уақыт күтесіздер дейді, мысалы дұрыс па? Сіздерден мынанша уақытты ерте алып кетеміз, сіздерге ырзамыз деп айтсаң, и олардың да клиенттер көбейеді да. Так, пәленшеге жаңағыдай содан алайық. Оның уақыттарын көре жігіттер айтады. Сөйтесің да, оны алып болғаннан кейін, ал өзіңе ол жаңағыдай плюс болады да. Так, біз алдық, осындай уақытта аламыз, осындай уақытта жеткіземіз, Алла жол берсе деп ше. Бұранан олар барады да, бай адамды байытады да, бүйтіп қарап тұрсаң ше. Ал біз ана жерде заказды аласың, қанша уақытта. Негізі мен сондай нәрсені қозғасам ба деп жүрмін осы кездерде ше. Дұрыс, еще білесің бе, сен айтатын бай адамды байытады, оларда мынандай ғой, оларда блогерлерде миллионнан асатын да. Хорошо, бір сторис 100 мың, бір неке, 200 мың, ол жақта күніне 10-20 реклама. Олардың оқырмандары алады да. Пропустить, нахуй көрмейді онша. А курьерге сен айтқандай бір заведение, давай родной, бүгін саған 40 мың береміз, негізі, бля, қуанып, от души соны бір апта мақтайды ше. Неге сөйте салмасқа деймін да, бля, ондай да. Бір сондай нәрсе болса да, ол бля, өздеріне де жақсы, бізге де жақсы да. Ең көп заказ келетін, пәленшеге біз заказға келеміз, осы жерден заказды алып, біз қанша уақытта жеткізетін, оны біз айтайық. Ол аналар келеді да, мақтай салады олар. Олар тамақ жесе болды. Вкусно деп қояды. Түкіре салады. Вкусно деп қояды да жейесі. Очень приятно деп қояды. Қаяқтан білсін жейесі. Сөйтіп ақшасын алады да, шығып кетеді да, аяққа барады да. Өздері басқалар тамақ жейді да, сөйтіп жүре береді. Біз sonra ана жерде отырасын шешең ау. Атымен ұрып қыз зорлар шешесі тамақ жеп қояды деп ше. Мынандай нәрсе болады менде. Бір заказды алдым. Атымен береді ғой, короче. Заказды аламын да,
вообще қуанып видео түсірген ғой, короче. Зор болды ше, қарным тойдыратын болдым. Сөйтіп лифтіден түсіп барадым қайтып. Обратно звондады ғой. Келдің ба дейді ғой. Иә дедім. Сен утилизация деп ойлап Иә. Ой, тамақты әкелсе қайтып түсіп баратқан емес дейді ғой. Иә, ва, қайтып алып жерді жүгеден алып берген соң. Бәләш, атмена деп ойлап қалдым да. Бірақ атмена берді да. Иә, бірақ жеп қоймады. Бірақ жеп қойған жоқ. Енді түсіп барды. Айтты ғой, жеп қойған. Мен, короче, былтыр сходкадан кейін моточинканың сходкасы болды ғой. Сосын бізді по пути кім Дәулет моточинкада шақырды неге бір моточинканың жанында бір кафешка. Бәріміз отырдық. И айтады, о, рахмет, роднойлар, бүгін сходкаға келдіңдер. Сосын менімен сөйлесіп айтады, білесің бе, осы ол 2023 жылғы. Осы 2023 жылы пока басқалар кәсіпкерлер, тиктокерлер тартатқан жоқ дейді ше. 2024 жылғы келеді. Вот сен көресің қалай бәрі тиктокерлерді өздеріне тартқысы келеді дейді. Сосын мен соның сөздері есімде қалып, 2024 жылы келеді. Лия, Биналилер, тиктокерлер бастады өздерін тартып ше, сол нені салт дәстүр дейміз, традициямен ше. И келесі жылдары просто қазір мынандай мен байқаймын, енді мені фирмалар көретін шығар, енді маған ренжімеңдер деймін ше. Қазір айта салам, сезон бітіп жатқан кезде магазиндерге, там бір сатушыларға, осы салада жүретін кәсіпкерлерге, тиктокерлерге былайша айтқанмен похуй ше, похуй саған дейді да. 2025 жылы келеді, көктем. Сол кезде, бля, сен оларға пиздец родной боласың ше. Бля, көтіңді сүйет ше, бәрі нахуй айтады. Бля, родной, давай, маған мынаны бүйтпеш, мынаны сөйтпеш дейді ше. Бля, сендердер натуре пиздец родной болайын десеңдер, тиктокермен үнемі нормальный связьда болсаңдар, тек, блядь, керек кезде емес ше. Керек кезде. Давай бір не қылып қалайық та, пайдаланып қалу, оны. Потому что бізде, бля, адамзат тупой емес, бізде, блядь, не ғой, ойлаймыз да, оны білеміз да. Сосын мынандай нәрсе да, қыс жақындаған кезде, сезон біткен кезде, мопедтердің бағаларын пиздец түсіреді. Дұрыс ба? Ерте көктем шығады да, тағы мынандай болып кетті, мынандай саласымен шықты, жанында защитасы бар. Ертең екі қабат үстіне күлең төсейді, келесі ше, люлені ма ше, жаңбыр тауған кезде жаңбыр су болмайды дегенде. Сөйтеді де ше, бағасын бір поликке бола, бағасын 100 мың деген көтер жүреді ғой. Ашейін бір эваполикке бола ше, 100 мың деген көтереді. Анан 2 мың теңге сізден жарсын, 1000 теңгеге ма ше. Кешеде простой бар ғой, бір наклейка алдым дейді. 1,5 теңге деп тұрды ма, 2 мың теңге деді ма? Каспиді 5 теңге топ тұр екен дейді. Хотя бы 1000-ға сатпайсың. Хотя бы 1000-ға сатпай ма. Бірақ енді басқа магазиндерге осы жылы енді нормально виза хотя бы тиктокерлерді тартты, уже мотивация берді. Мысалы, көп тикток түсіретін балдар бұрында түсіре беретін еді, бірақ кейбіреулер қайтайын деген моменттер болды. Не үшін түсір? Менде де сондай болды. Мысалы, мен түсірем тиктокты, былай заң туралы еже, и маған айтады, видеолар туысқандар, неғып отсын дейді, былай сөйлесіп, кіммен сөйлесіп жатсың дейді, өз-өзімен қуып, тикток түсіріп, не істеп жатсың, отшы барда өзің бір басқа жұмыс істей берсей, бір мамандық бойынша жұмысқа кірсей, не істеп тұрсың? Мен жоқ, мен тикток түсірем, мен балдар отырып түсіріп, нормально, 2-ші жыл болды түсіріп жатырмын. Приятно ше, өзіңе сен жаңа айтқандай, бір жолда етіп жатқанда біреу сен таниды, қалайсың, брат, деген содан бір қуанып кетесің же. Похуй, сен ақша көп таппасаң, зато даже любой вступление тоқтасаң, о, қалайсың, родной десе, қуанып кетесің же. Сол плюс негізі. Ойласаң, үлкен Алматы. Алматыда сені күніне бір сен танымайтын адам, бір адам кеп, қалай десе, қандай әсер аласың де? Күшті зауық боласың деп ше. Менде мынандай бір момент болды. Қазір андай аграрныйда оқып жатырмын да, жалғастырып оқуды. И бір андай немен шлагбаумның жанында ағаның машинасын маған бере салғанда, страховкамен пока жазып, өзі командировкамен басқа да. И кейде соны айдап жүрем, и шығып бара жатырмын. Бір машина тұр сәл кезергі болып шлагбаумда. Айтам, брат, сәл алдына бере салшы дейді, ананың чуть настроениесі жоқ. Машинада отыр, мені көріп жатқан жоқ, мен бүйтіп, брат, жүре салшы деп, сосын былай шығады, сөйтіп, нормально ғой дейді, мен жоқ, родной, мен уақытта өтсем бордюрға тек қаламын дейді ше. Бүйтіп маған қарайды, қалайсың дейді ше, қалай дейді, мопедың қайда дейді ше. Былай, мысалы, вообще бір конфликтный ситуация мүмкін еді ше. Ал маған мопедың қайда дейді, самурай қайда дейді ше. Мен былай айтамын, самурай сататын қазір осындай ремонтта, эндуро. Дейді, мен сені бұрында көретін, мен бұрында Гловода істейтін едім. Сосын мопед сатып, қазір машина алдым. Қазір машинамен
бір қосымша істеп жүрмін, погранның бір жұмыстарымен істеп жатырмын дейді ше. Ол базар жоқ дегенсің ғой. Короче, сонда қуанып кетесің ше сондай. Ол енді ол адам мысалы мафияттың қадірін білетін адам да ол ше. Иә, мафияттың қадірін біледі. Иә. Енді ана Вуковқа беретін, Вуков дей ма не дейді? Вуковқа беретіндерді қалай түсінесің негізі? 600 мыңға беріп отыр деген бэушный, иә? Иә, соны неге дұрыс па, дұрыс емес па? Вуковқа бергенде, короче, мынандай болды. Мен түсінгенім, Вуковқа берілетін ол жақта әртүрлі адамдар, кейбіреулер жаңадан бастайды, кейбіреулер андай қу түлкілер. Ана жаңадан бастайтындар, олар Вуковқа нормальный бағада берді, там 400 мың, 400, просто олар қалмайды да, потому что оларды сол Вуковқа алуға келетін балдар алады да, аналарды лақап етеді, нормальный беретіндер. Ұрлап кетеді мопедтер, не болады, ана Вуковқа бергендер, сосын аналар іздеп жүреді ше. Сосын олар бәрі кетіп қалады, жаймен. Уже қалатын түлкілер, ол түлкілерде уже связьдар бар, полицияда связьдар, мына жақта. Олардан просто оларды лақап етіп, мопедін ұрлап кетпесін да. И олар сонымен пайдаланады ше. Сосын бағаны қымбат қояды, бүйтіп қояды. Ондай нормальный Вуковқа қоятындар, өкінішке қарай, оларды уже анау арендаға алатындар соларды поставлять етіп уже не қыптайды ше. Енді мен түсінігім мынандай да, Вуков дегенге көп жас балдар алады оған. Көп жас балдар. Өткенде мен бір видео салдым ғой мен. Сол жайлы ше. Барсам 660 деген шықты, 22 аптаға 30 бля қанша дедім? 22-нан ба, 30-ның түсінбедім. 30-нан деді. Сөйтіп осындай бересің деді. Сөйттім де сразу калькулятор кірдім де 660 деген шығып тұр. Ана мафиятты көрсем, состояниясы кәдімгідей Жигули болып қойған да, ескі, шаршаған, артқы протекторлер жоқ. Пробег қанша десем, 2000 дейді, біреу 10 000 дейді. Мен тупой емеспін ғой мен. 2000 пробегті мафияттың түріне қарап білесің. Соны бүйтіп қарасам, 11 000 пробег, 660 деген. Сөйтіп біздің ора 019 бар ғой әнім. Бля, братан, не аласың деді ғой, қоясашы деді ғой. Алдында қыс келіп жатыр әрі деді. Бля, оны барып сен алып алып, оны төлеп, аптасына 30 000. Әбіріп жүргеннен ғой, братан. Сәлші да, ертең Құдай қаласа көктем келеді. Сол кезде екеуміз аламыз деді. Сонымен інім айтты, сөйтіп айтқаннан кейін, болды дедім де. Ал былайша ана, сол жерде, мен тұрған жерде бір екі бала тұр ше. Бля, жастары бір примерно бір жас балдар енді. Айтып тұр ғой. Я, алам дей береді, осындай апта құясын. Сөйтіп сәл бір тартып алдым, ей, бауырым, сәл мафияттың состояниясы қарашы дедім де. Новый болып тұрсың дедім де, күлеңкісімен кәдімгідей бүйтіп жылтырап тұрса, алсаң болады. Ал мына мафиятты қазір дедім. Дәл мынандай состояние мафиятты 200 000 аласың дедім мына жерден ше. Бір нормальный же бір қолда бір горилламен бір темекісін алып бір жарты сағат әңгіме қылсаң 160 000 алып кетесің мафият дедім де. Сөйтіп ана бүйтіп ойланып қалды да. Біреу алды, біреу алған жоқ. Дұрыс, қатша бана 200 000 нормально. Одан да әке-шешең зарға сатсаң да 100 000 теңге бір мафият алып алсал дедім де. Дио ма бірдеңе. Самурай жеткізген нәрсені Диода жетеді дедім де. Мен өзім көп байқаймын Диомен кетіп тұрады ше. Бір светофордың қасында тұрады да. И қасына М87 самурай танктерін озады да. Бірақ по-любому бір екінші ма, үшінші светофордан ба бірге тұрамыз ғой нахуй ше. Бірге тұрамыз ғой де қарап қояды ше. Қай газ береді ғой. Қайтып кетеді ше. Да, сондай қыз тұрып отты. Диомен, потому что междурядтарды жақсы өтесің ғой. Зор өтесің ғой. Еще мен ана боковойымда до конца қыспаймын мен ше. Анда екеуін де қойып қойғам да, до конца резбеден. Ал симай қалатын жерлер болса ше. Анау мотоциклдердің неғысы боковой бит жерем де. Ортада кәдімді періп өтем ғой. Велик өте алмайтын жерден өтіп кетесің ғой Диомен. Ода ара шап жақын үрілді ше. Рахаттанып отырасың. Сондай қыз тұрып отты. Сол зор. Япошка екен бірақ ше. Япошка деген негізі Даянг жақсы мафия деген, ә? Даянғды көп мақтайды. Кәдімгідей. Айтпа. Болады екен, бірақ өте сабырлы, намысқан адамдар айтасы көреген да, онша. Оның андай разгон жағынан, е, бұлай, соны дейсің ба?
Бірден газ берсең, диода бірден газ берсең жылқиды, бүйтіп ше, дио әжептәуір жылқиды. Аха. Ал даянтты газ берсең, деп жайлап Мен бірдей де көтеріледі. ойлап, ондай емес, Ой, бірден алмайды екен. Дио қасында жылқып тұрады, мен наоборот ойладым. Ана дейді да шешек, бір кезде оборотына іліп алады ғой. Қасына келеді, дио мұны негізі біреулерін озам, ше. Біреулер осып кетеді. Қазір көріп алып, мен даянмен жарысасың ба деп тұрмын керек. Тарт жеремін. Даянға боттыр, оның бірін Хауджида сондай. Хауджидайда көрдім да, тоже разгонды жаймен алады екен жылдамдық. Хауджи сол. Сен запчасть анау сатасың ба сенде? Иә, бірақ өтпей жатыр, потому что андай менікі қалған шет жағында ше, бір жағынан екінші жағынан былай байқасаң, сенде сервис болса, ремонт ше, сол жақта өтеді ше оларда пирожки сияқты. Менде запчасть вообще өтпей жатыр. Қазір кейде сол май ауыстыруға болдырып еді, сол май сатумен, ауыстырумен бағаларды қазір түсіп жіберді. Получается, қазір мен майды почти өз бағасымен беріп, просто заменасына сәліп қойсам, как будто чисто заменаға алатын сияқты, сондай бағамен. Көреміз енді. Сервис жаңа кісі кім, папаң ба? Байтағым. Ол кісі жөндей бере ме негізі? Аха, байты, братишка, сосын олар мысалы жұмыстармен жүрген кезде мен кейде андай не қылам, соларды ауыстырып заменалық өзім жасай беремін. Бұл жақта мафиалистер көп емес па? Бар, қазір бізге көбі келетіндер осы райондардан, там Думан, Жасқанат, Бесағаш, сол біздің осы районскийлар. Ана былтыр крепление ма, не крепление дей ма? Соны сатып жүретін ғой? Жаман қызығады ем. Аха. Сөйтіп алайын деп жүремін, сонымен түсіріп жүретін ғой, біраз бүйтіп анда видео. Мен анамда бір музыка қойып, баяу түсіргім келеді да ана. Деп қарасаң біреу зор түсіреді ғой. Сөйтіп түсірем деймін, біраз салам өтпейді. Шеше, тоқта, шеше, аманды не болды, шеше, сізге сондай болады болды кәз. Қазір оны мендегі көкірекке тағадым бар, осы сенен ағанша. Әлі жүр. Әлі салып түсірем дейді. Бірақ сенікі атқанығы, сен аудиториямен, балдармен былай сөйлескен кезде көбіне сол ұнайды, просмотр жағынан, нелерден. Әр тикток түсіретін байқасаң, өзінің бір солардың оқырмандары, сол оқырмандардың арасында сол тиктокердің ұнайтын бір нелер қасиеттері бар, сол үшін көреді да. Менде негіз көп нем похуйс қой менде ше. Қалай болса солай. Бірақ әдемі кетеді сенде андай юмормен ше, бля, тоже. Ыңғайсыздану деген жоқ. Тура келе ма, тарс айтам. И менде бір одан кейін бір негатив жазатын адамдардың да бар да. Ал олар келді адресіңді айтшы, мекен жайыңды айтшы, бар, бля, үйтіп кетем, бүйтіп кетем деймін. Похуй айта саламыз. Кел деймін, келмейді ешкім. Өргеннің пәленшеге қазір Болттың офисінде тұрып, мен барам сен қазір текпінің астын салам дейді. Мен ешкімнен қорқпайын дедім. Кел, Болттың офисінде тұрмын, келді, ұратын болсаң ұр, ұрмайтын болсаң пошел нахуй дейміз. Бірағынан көзге көріп қап, сен маған ілініп қалсаң, бірағынан айып өтпе деймін. Туристізді сәл бармын негізше. Кәдімді бүйтіп қойып тұрып, іліп алам, бұлайынан анау маған. Өже семьям барды мен, қатын балашағым бар, әке шешем бәрін бір жерде тұрамыз. Қазір қызым 4-ке толады ертең. Садиктен әкеткен? Садиктен әкетем. Ертең көзім көгеріп тұрса оны алдында. Ятты. Папа, не қылды көзіңе дейді, самын, деп отырмайсың ғой. Сол үшін жігіттер, кім болса да қолдап жүріңіздер. Лайк болса да, әйтеуір біздің ұнамайған нәрсеміз болса, жай ғана комментарийға жылы лебізбен жаз жерсеңдер. Жаман нәрсе мен ғой енді өзім стилім сондай. Мен өзім Шымкент жақта достарым, ортам сондай да мен. Бірақ байқасаң, подкастта біз особо көп даже боқтамадық. Боқтамайсың да. Просто тиктокта может сондай көреді, бірақ былай. Негізі боқтаймын ғой, бірақ ләжбан жейді. Өзім ұстап отырмын да, қойшы деп ше. Қазір, әр видеоса тит деп тұрса. Менде мынандай болады, мен басында тиктокта андай боқтағанын мен самаймын да, бірақ андай телеграм группаларда, мысалы айлтерде похуй боқтай берем ше. И маған сол группа бар, еба, брат, сен боқтай бересің ба дейді ше. Айтам, я просто тикток қана нем, а группада похуй боқтай. Табір боқташ деп ба. Братан, сен пис боқтайсың деген дейді ше. Менің
ең звугым тарағаны ана я Чингенскийдің не қылды южамын деген видеом бар. Бүкіл жаққа өтті. Одан я Сарыағаштікім деген шықты, я Қызылордайскийдің не қылды деген шықты. Кейін миллион команда жездуға сериалына салып жерді ол видеоны ше. Ол вообще сен соны не қылғансың ба? Негізі авторымен бірінші. Мен бұрыннан бері білемін ол дыбыс. Я Чингенскийдің не қылды южамын деп тұрып салып жердім. Бір екі-үш ба заказ істеп қойғардым, 20 мың адам көріп тастаған ғой ше. Сонымен кетті ғой, дың, бір кезде миллион командалары жарды бары қарай. Бірақ ешкім білмейді. Білетіндер бар, білмейтіндер бар. Сосын шешеңа мафет жуатсам күлет деген бар ғой. Күлме шешеңа, бұл да неміз асырып отқан не ғой деген. Или анауша білесің ба, бір заказ түсқан кезде медеуге ма сен бір бұрышқа бар, дүшін деу көрді. Білә соны өткене. Білә, ұзақ қой енді, действительно ше. Барсаң, болмайды заказ ақша беріп тұрды, 1200 теңге ма беріп тұрды. Білә, бердім де шеше. Кейде ақшаң апарып берген кезде шығады ғана ақша. Бля, қысылып жылап ағасы ғой шешесі дегенде ше. Ол видеомда тарады. Или ана сайрандағы, сен қояға заказ еттің ба? Вот сол займа болды сол ше. Бля, ішіп аған екен. Прям сол сайранның ортасына заказ еткен, Жоқ, негізі вокзалды заказ берген да. Өзі енді ана сай қараңғы жер белгіленбейді ғой. Олар сайранды белгілеген да. Сөйтемде арақ па не екені ме? Арақ қой короче. 2 пакет болсында араға қоғам. И тұрады да, короче. Сол көл жақ бар ғой, озера, сол жаққа қарап келе берді да. Келатым. Сені көрді, сөйтсем сайдан, сай қараңғы ғой енді. Жарықтан пейдес көреді екен де мені. Так, жүре бер. О, тұсыма келдім, тоқта дейді ғой. Тоқтайын да шешеме, ешкім жоқ қой, қаяқтасыңдар деймін ғой. Біле шателесіп тұрсың ғой деймін ғой. Жоқ дейді ғой. Енді пәске қарап түс дейді ғой. Қой шешеңа сізге бармаймын мен. Сөйтті да, немене оты, әкесі дейді, әкетпеймін ол үйге барсам құдай біледі ғой. Көтінен бір тепсе шешеңа, құры депше, ақшаңды деп немене қылмайды. Телефоныңды ма өзің өлтіріп қойсаш. Соны өзің келіп әкпет деді. Өзің келіп әкпет дедім. Сол жаққа қалдырып кетті. Кейін өзі жүге тастадым да. Кетті, ол жерден абал дедім. Бармаймын мен ол жерге. Барсаң тағы да біреу келіп ше, пақ әткізсеш. Братан, қазір тағы да 2 шеше әкеп беремін деп тұрасың да жерде. Болмаса, вообще нормальный жігіттер болса, бірге ішесің да шеше, әкелер родной шешесіз деген. Той вообще. Сондай. Басқа енді қазір сенде мафет бар ма жоқ өзіңде? Андай китайский. Қамат. Мен, короче, бір мафет саттым, кредитін жаптым. Екіншісіне Самурай М8 болды, Макси. Потом уже ойладым так бір TikTok жағынан, бір тағы да бір жаңа бір техникамен оқырмандарды не қылайын деп ше, бір қызықтырайын деп алдымда аяқ астынан эндураны кредитке ала салдым. Сол әлі төлеп жатырмын. Короче, бағасы былай жақсы екен, енді қымбаттау мафетпен қарағанда. 650 мың, бірақ уже учетқа қойылады ше, сондай немен. Сосын ойладым так эндуромен негізі көбі былай пока түсірмеген, эндуромен жасап көрейін деп. Ешкімге айтпадым үйдегілерге. Короче, алымда грузовоймен әкелем, жаңым бір ұрып жатырына. Үйдегілер шығады, типа, ебан, чо за хуйня деші. Мен айтам, бля, алым келген, алым дейді, бля, неге бізбен ақылдаспайсың деп. Сосын уже үйренді вроде пока. Өз кәсібіңді өзі жайлап түсіне береді де. Бізді де бағасына курьерге істеп жатқан кезде, інім екеуміз істеген кезде үйдегілер. Айлыққа жұмыс істеген нәрсе дейді. Қазір аптаны күтіп отырады үйдегілер ше. Так, среда қашан келеді екен, четверг қашан келеді екен, ақша түседі деп ше. Ол что курьер саласы жақсы жұмыс, оны білмеймін, может бұрында көбіне солай көрінетін шығар, көрінетін типа курьер, ашады, бірақ былай қарасаң жұмыс таза, өзің аккуратно былай жүресің. Главное, жолда аккуратно жүрсең, в принципе, табысы нормальный. Табысы нормальный. Бірақ көбінесе жалқау боласың. Курьер саласы негізі жалқаулыққа тартады екен. Өйткені сенде бастық болмайды. Давай, не болсын, істе дейтін адам болмайды. Режим жағынан сен айтқансың ғой, сен ағайындар нешеде тұрасыңдар. Нешеде тұрасыңдар. Таңертең бой, обедке қарай. Көп курьерлерді көрем. Жас балдар ерте бойдағы жігіттер дейікші.
ойда жігітті ерте тұрып курьерде жүргендер ше, доставкада жүргендер. Ерте тұрып істейтіндер бар екен, редко екен ше. Мен комментарийіме де өтірік жазып жүрген шығар. Енді шын жазғандар да бар. Енді анау курьерлерге қарасам, өзінде жолда жүріп қарасаң, сағат 10-да, 11-де марфетистер уже көбейе береді, курьерлер ше. Ал 8-де тұрып алып, деп кетіп бара жатқан адамды көрмедім бе? Сука асылып ше. Сондай аз да. Просто мына курьер саласында жүргеннен кейін адам ерте тұрса, мысалы, көп жұмыстар сағат 8-де басталады. Дұрыс па? 8-де басталады, 8-де. Жаңағыдай жұмыстың уақыты да. Сен азында шықсаң, обедке дейін патыр-патыр ұрып тастайсың. 20 мың, 20 мың. Таңның берекесі бар дейсің ғой. Таңның өзі береке береді да, сонымен бүйтіп істеп кетесің да. Ал сен обедте бастасаң, өзі негізі обедте тұрсаң, ұйқы мандраж боласың. Басың ауырады, шығасың да, наспай атады, темеші кетті да, дейді, шыға салады. Ол өзі жұмысқа желаниесі жоқ да. Ал азында сен мотивациямен тұрсаң, қой кетпей жұмыс істеймін, давай да. И көп курьерлер жаңағыдай кредит жақындаған кезде жұмыс істейді. Бас атса кезде патыр. Кредит төлей ма? Болды, көт анау ше, отырады бүйтіп қойып. Ондай да бар, Одан кейін TikTok'та бір зиян жерлері бар негізі ше. Көп зиян жерлері. Біреуді көріп қалсаң, сенімен әңгіме қылғысы келе береді. Әңгіме қылып тұрап, бересің 1 сағат, 2 сағат, кеш болып кетеді. Сөйтесің да, анаған бопты давай десең, ана басқа біреуге айтады. Мәкең жаман кісі қапты оны ақыл. Әңгіме қыламадық, кетіп қалып дейді. Деп қалып қасын тұра бересің. Мен де былтыр сонда великпен курьерка, еще велик сразу білінеді ғой, біліне. Великпен, еще номер тұр, сразу прям ұялап қой дейді, келеді. Қалайсың, родной, қой. И заказдасың қосын, қалайсың, и 1 сағат сөйлесесің. Бір жағынан өзіңе де қызықты, ана баланы да не қыламайсың, бөліп. Давай, и 1 сағат сөйлесумен кетеді да, ана курьерка заказ. Сондай моменттерді болған. Сондай болады. Қасы тұра бересің ғой. Тағы да бір дұрыста бір әңгіме қылмаймыз ше. Қой, деп отырасың ше, одан шығасың да, қой, дейді ше. Не әңгіме етқансың? Түсінбейсің да ше. Сонымен жайлап тұрасың да, кеш батады, қой деп тұрасың да ше. Отыра беріп, аяқтарың үйіп қалған да. Тұрасың да, қайтамыз ба деп қоясың, бітеп тұрып. Сөйтеміз ау дейді. Білмеймін, или анау менен ұялады, мен или болмаса оған ұялам да. Қайтайық деп айтуға ше. Ол мені жіберексе беймін, мен оны жіберексе беймін. Сөйтіп отыра береді екенбіз да біз ше. Есіңізде что анандай жігіттер, тамырлар болатса, жұмыстарың болса, ондай кезде мен айта алмаймын мен ше. Менде сондай нәрсе бар. Әңгімеге отыра бермейді. Қазір екеуім құдай біледі, азанға не әңгіме айтып отыра бермейді. Сондай сияқты да мысалы. Әңгіменің жараса кете бересің ғой. Бірақ кез келген адаммен тіл табысып кете береді адам. Сөйлесіп кете берем, кім болса да. Қаз бола отыра берем, сұрай берем. Ол менен сұрайды, түсінгеймін ше. Дейді. Басқа, мысалы, болашақта ше, болашақта. Мынау жан жақта қаладан да осындай подкастқа шақырасың ба? Егерде кімдерді қалай десең, мысалы, жан жақтан именно осы біздің мопед тематикадағыларды ма, или... Мысалы, Алматыдан болсын, мысалы, басқа қала, Шымкент, Ақтау, Атырау, мысалы. Бұлай... Көру деңгейі бір нормальный болатса, бүйтше? Негізі ондай балалар көп. Мысалы, Атырауда Дүкен деген бар, Шымкентте ерсіктер жарып жатыр, мохитолар, кімдер Ақтөбеде, Ғаламат. Олар, мысалы, мен мүмкін сол қалаларда болсам, сол жақта аяқ астынан может солармен түсірем. Бірақ мен олай көп жиі болмаймын да, бірақ көрем енді. Конечно, ондай вообще күшті қызықты болатын. Егерде, либо мен білем, Дүкен былтыр мысалы Атыраудан бір жаққа келген, олар бір эндуро тур жасады ма, может, сол басқа қаладан олар 1-2 апта Алматыға келсе, может, сол кездерде оларға олай осы жақтан шақыртып. Мүмкін өзін қыдырып барып қалуы мүмкін. Ондай да бар. Потому что Алматыда болса, бірақ басқа қалаларды қосқан кезде тоже әдемі кетеді. Мысалы, кім Моточинкадан Қасым, Миша, Хасан, олар Шымкентке барған кезде тоже әдемілетіп
болды да, былай бәрін біріктіріп осындай күшті кетті сол. Маған да бару керек еді, просто мен ол кезде жазда менде маған айтқан дос балдар что там барсай, типа басқа қалаға сходкаларда не, бірақ не маған просто менің олардан қарағанда жасым көбірек та, и маған қатты жақпайды. Менің құрдастарым айтқан ғой, сен неғып бір қалаларда жүрсің, жұмыс істемейсің ба не деп. Даже Алматының өзінде тикток түсірген кезде кейде өзім біртүрлі қаламын да. Сен өзің қай жылысың? 96. 96. Құрдас дегеніміз енді. Түйедей. Мен мысалы өзім там 2004-2003 болса, онда смело басқа қалаларға барып жарып ататын едім ше. Мен бір сходкаға бармаппын мен. Бармадың? Осы күнге дейін. Ол жақта бір-екі сходкаға барасың, қызықты, содан кейін жалығып кетесің да. Бірақ бірінші сходкаға барған кезде әдемі ше, шулавада, бірақ мынандай бар, сходкада сен келесің, и ол сходкаға келетіндер көбі тиктоктан келеді ғой, и по-любому сені бәрі таниды. И келген кезде бәрі сен қалайсың, амандасады ше, бәрі потеря болып қаласың ше, былай өзің білмей қаласың, не болып жатқан, қалай біреуге келді, қалай родной, есіңде ма, мен сені мына жақта келгенсің ба, бәлә, ананы есіңде емес деп айта алмайсың да, сука, я десең, қай күні деп айтып қалған күні, бәлә, сондай бір потеря болып қаласың да. Сол үшін кейде бля сходкаға даже кейде барғым келмейді ше, бля барсам потеря болып кетемін деймін да. Мен видеода мысалы, бүгін көрген адам, кешке стримға кіремін ғой, мәға бүгін сені көрдім ғой дейді. Қой ұзайды, қай жерде жүргенім ше. Мен похуй қай жерде жүремін. Бір қарасаң ана көшеде, бір қарасаң ана көшеде жүресің. Сен ана жерде кетті ғой, сен бүйтіп кетіп бара жатсаң, маған бір қарадан өтіп кеттің ғой, мен бойына қарайсың ғой. Десең болды екен да. Мәға артынан қуып жетейін десем мен теріс қақпен қуып жете алмайсың ғой мен, өйткені Dio Pro Max қой деймін ғой. Прикол тықып кетемін ғой өздеріне. Бірақ сходкаларда білмеймін, скоро осы октябрьде ма айтқан осы балдар может жасаймыз ба деп. Білмеймін, мен ол жаққа барсам маған не керек та, техникамен бір мопед или не. Пока білмеймін, может келесі жылдары баратын шығармын. Пока осы жыл енді. Менде інімде бармаған ол менде ше. Інімде сходкаға бармаған ол. Үйгенімізде де ондай нәрсе жоқ па ше. Сходкаға барғым бүйтіп шақырады бір анан. Маған тура келмейтін сияқты. Мен ол жерде алдын көтере алмасам. Біреуді бүйтіп әкел, мынандай нәрседе айта алмасам. Жоқ, әдемі кетесек, мен кешелері тоже бір видеоны көрдім. Қасым тағы біреулер бүйтіп жарысып, бір стант жасап, сен бір түсірдің ғой. Оны түсірдім. Әдемі кетті, сондай моменттерді түсірсең күшті етеді. Монтажды түсінбеймін да мен негізі. Саған даже монтажы керек емес, сен былай кете бересің ше. Бір монтаждаған видеоларым өтпейді ғой меніңше. Інім үйретті жақында, бір осы аккаунтқа кірген кезде үйретті. Братан, бүйтсең, ана нәрсені бүйтесің дейді. Деймін. Алды видеолар бүйтіп қараймын да, 3 секундта кейін, болмаса 5 секундта кейін сөйлеймін ғой. Так деп тұрып ше. Жаңада бір мопедтен багымен өрмекші сап кеткен жоқ қой салдым, уже 10 мыңға жақындап қалды. Сондай қызықтар. Мен білемін, қызық нәрселер көп, өзімді қызықтырып жүрмін ғой негізінен ше. Біреу бүйтіп қарап тұрса, бір ана ешкімге бір зияным жоқ. Біреуді бүйтіп тұрып, неғым келмейді. Біреу бар бана анандай болып қалса, анандай болып қалса зор болар еді. Ондай қарғым да жоқ та мен ше. Мен наоборот, өзім істей алмай қалсам, ана істеп кетсе болар еді деймін де. Мен қолымнан, мен істемей қойсам, ана істеп кетсінші, ана мәз болып қалсыншы деймін де. Сөйтіп жүремін ғой. Башы өзімді үйде артық заттар болса, тамырларыма бере саламын бүйтіп ше. Бірақ видеоға түсірмеймін ондай нәрсені. Ана адам тура сол мұқтаж болып келіп тұрып, оны ялдырғым келмейді да мысалы. Үйде бір зайыт болады, тиктокқа салам, бір 2-3 адам жазады да, өзі маған дейді, болды жекеме жаз деймін, жазады да, фук өшіріп тастаймын, келеді да ананы бер жеймін, кетеді. Сондай нәрселер болады. Көп нәрсені солай бөлсем негізше. Ал бана түнде жатып, бүйтіп тикток көріп отырамын. Мәке деп түнде жазады. Мәке, ассалаумағалейкум тамыр, осындай отыр, бензинім бітіп қалды, ешкім алмай жатыр телефон дейді. Қай жердесің деймін. Жазады Әл-Фарабиге жақынмын мысалы. Қазір барамын деймін. Әл-Фарабиде заправка жоқ қой. Барамын да түннің бір уақытында барамын да заправкаға етіп, үйге қайтып жатамын. Біреулер свечной провод кетіп қалады дейді. Тамырларға звондайсың да, мопедтен беріп тұр дейсің. Болмаса інімнің катушкасын шешіп апарып бере саламын ше. Інім азында отырайды маған қарап.
мына ота алмай жатыр ғой карточкаңды алдым дейсің, сол сияқты да. Ол біздің Оразбек те уже ондай нәрсе түсінеді да. Көрдің ба? Ол бірақ анау ақша береді да, керек емес дей саласың. Не істейсің оған? Өзің ниетпен барып тұрсың да, значит. Одан кейін простойда былтыр істеп жүрді, нені білесің ба? Барып тегін ремен ауыстырып беріп, білесің ба? Сол контентті айып ету керек еді. Нихуя болатын еді. Ол сонда не қылды? Ремен үзілетіндері бар. Көбінесе ремень, свечной провод плашық кетеді. Сондай нәрсе да, ремен үзіле салады, ойнамай ролик кетіп қалады. Бірақ осы жылы ремендер көбінде нормально, бәрі пауэрлинк қоя салды ма? Былтыр көп үзілетін еді. Бірақ мен дүйемге үзілді, 2 рет па үзілді. Дүйе білмеймін, қойшы соны. Қытайскілер бірақ нормальный сияқты по идее ше. Әдемі болып. Или качествосы жағынан біреулер качествосы жағынан жақсы мотор мопедтердің ше. Бір электрик жағынан слабый. Біреудің электригі зор болады да, мотор жағы слабый, дұрыс па? Иә. Енді білмеймін, келесі жылы қандай сена болатын мопедтердің, оны да білә. Тем более қазір заң шығып жатыр, не бұл. Бірақ андай примерно Хаймердегі сияқты болады, қазір Хаймердегілер учет қойылып жатыр, оларда бағалары примерно қазіргі осы нарықтағы мен бірдей, мысалы там М8-дер қазір 310, 320, самурайлар 360, 350 макси сонда ше. Сол бағалар қалады, қатты қымбаттамайды мопедтер. Арзанамайды да, қымбаттамайды да. Мен бір зайбалым шығатын жері қазір 140 мың ба, не қанша түсіп кетті? М8-дер. 250 ма, 240, 250 я? Сондай. Енді наху ондай баға сатып жатыр. Наху. Оны мінетін тек көрерлер мінеді оны. Дұрыс па? Неге ана кезде сөйтіп сатасаматын? Үстінен тағы да бір 20-30 мың көрсін сөйтіп сатсын да. Көрдің ба? Әрі қандай көрерлерге пайдасы тиеді. Кез келген көрер де мақтайды. Оны көрер мінеді оны. Оны барады ана жерде бір директордың баласы мінбейді оны. Дұрыс па? Бір бизнесмен адамы мопедін сатып алып мінбейді ол. Бұл жерде тек көрер, сол жігіттер мінеді. Сол бағасын ыңғайлатып бит берсе де, дұрыс па? Одан кейін бит аспанға көтере бермейше. Ал біз барып қалсақ, скидка дейді, барсаң 10 мың теңге түсіп береді. Бірақ өзім кредитке мопед алмағам, бәрін өзім маңдай теріммен сатып алғанмын ше. Кәдімгі жинап жүріп алам. Кредитке бар, рассрочка, ондай нәрсе ұрынбаппын. Осылай барып жатыр да, біреу енді кім екенін айтпай қойсалайын. Алдайтындар да бар да ішінде, алдап жатыр. Уәде беретіндер бар, ол уәдесінде тұра алмайды. Өтең ашып кетеді де. Ой деп алады да, мысалы дерді құдай біледі, келесі жылы ол мопедтердің вообще өтпеуі де мүмкін. Олардың ше. Ертең права анауына шығып кететін болса, тек көрерлер алады ол кезде. Көрерлер алады. Тек көрер. Сөйтеді да, бір 25 жастан жоғары айдайды дейтін болса, вообще қадалады. Дұрыс па? Жас бал, көп жас балдар алып жатыр да. 25 жастан жоғары қарай айдайды деген заң шығатын болса, бірақ пиздес болады анау ше. Көрдің ба? Бір қай фирма екенін айтпай қойсалайын. Кішкентай балаға сатып жатыр ғой мопедін ше. Анам мамасын ертіп келген ғой, мамасын қасында тұр, жылап жатыр ше. Бүйтіп тұр, мама әперіңші дейді ғой. Ой, не қыласың балам, ертең келесі жылы асай деп жатыр ғой. Мама әперіңші деп жатыр ғой. Сөйтіп жайлап қасына ұрдым, ана мопед сататын қасына келіп тұрдым да, арға кеткен кезде мамасын айттым да. Балаңыз керек емес пе сізге дедім де. Неге дейді да, түрін бүйтіп алған да. Балаңыз өмір сүрсін, көз алдыңызда тірі жүрсін десеңіз, әпермеңіз мопедті. Сәл ақыл тоқтатсын, сосын әперіңіз дедім да. Баласы соғы ек бітті. Дұрыс, еба. Жүрін ақыл деді, түс алды ма деді, әкетті. Көрдің ба? Ана, где-то 3-4 күн бұрын бір газель мен ДТП-ні көрдің ба? Жаңбырда ше? Иә. Анық көре алмадым бұны. Былай мен естуім бойынша, оказывается, ол даже өзінің мопеді емес екен. Бір 17 жастағы бір бала аренда қапты. Опа. Көбі айтады, типа, кім ата-аналар неге алып берді деп ше.
Ол видишь, ана арендадағылар бере салған ғой. Просто видишь, кейде ана арендадағылар да кейде дұрыс істемейді ше. Оларға хотя бы 19 жастардан, 20 жастардан берсе аренда. Сол жаман ше. Сосын мынау полиция қызметкерлері де бет алды штраф сала бергенде болмайды екен ше. Негізі самурайдың артына жаңағыдай педал болатынымызда екі адам отыруға болады екен ғой. По идее, иә, заңда солай болады. Ол салынған екен да, екінші адам отыруға болады, өйткені место бар. Бар. Ал эмбосемдерге болмайды екен. Оларда жоқ, дүйеға болмайды екен. Сол сияқты екен да. Дәл сондай. Ал екінші адам отыр деп, типа қалай айтсам болады, самокат ретінде ма салып береді екен штрафты. Иә, оларға менің естуім бойынша, оларға былай беріледі екен статистикаға, сен күніне осындай штраф жазым көресің дейді да. Чтобы жоғарыға жіберу үшін сондай нені. Сосын статистиканың неше отчет. И ол отчет, оказывается, мопедтерге, машиналарға бір екен. Иә? Иә, машиналарды жинамау үшін олар мопедтерден оларға ыңғайлы екен ше. Мопед аятында оларға айтты, так қарапайым балда, жас өспірімдер, бізбен ерегеспейді, ана машинада әр екісі связьдары бар дейді да, пытырлатады екен. Вот, сол. И мен бір тоқтатты, осы күнге дейін бір екі рет тоқтатқан. Екеуіне де бір анан жаңа салдырмадым. Жаңа бізде техникалық бір үзіліс болды. Зарядка, в общем, сондай отчеттарды солай жинайды екен ше. Олар мысалы күнде 20 машина болса, 20 машинаны толтырады екен да. Сондай нәрсе болады да оларда. Ана бір Ақтауда ма, или Шымкентте ма, осы Алматыда ма бір мопедист отырып алады да. 10 000 теңге қолдарына береді, білесің ба? Көрмедің ба? Короче, шлемнің ішіне телефон тығып алған, короче. Сөйтеді да ана менттер, давай банкоматтан шешіп шық дейді, банкоматқа кіреді да, ақшаны шешеді да. И менттерге кәдімгідей камера анық түскен ғой. Сөйтіп кетіп жатыр да. Сонымен әдек баласын да өше. Бірағынан ақшаға келіспей, в общем, менттер да ақшаға келіспей, нарушение бұздың ба, салсын штраф. Бірағынан өтірік штраф жазбау керек. Дұрыс ба? Бітеп оқып тұрсаң, мысалы, Иными участниками да бірнекен жазды. Оғы саласылады. Өткенде ана отражатель бар ғой, не? Жилетка, соған салып жатыр екен. Ол жилеткада былайынан өзің біледі екенсің, кисең де, кимесең де паяды, иә? Күндіз ба или кешке жақын ба? Любой уақытта. Өзіңе байланысты екен ол. Жоқ, негізі кешке жақын керек. Керек па? Ол просто ана былай болған, ана тоже бір министерстводан біреу интервью алғанда, ана министерствода кейбіреулер өзі білмеген біреу бүйтіп айта салды да, тоже бір жоғарыда біреу. И соның сөздерін біреулер телеканалдарда айтып па, или тиктокта таралып кетті ше. То есть аналар өздері дұрыс информация бермеген ше. Сондай ма, оны түнде кию керек, ол негізі түнде киетін нәрсе ғой. Аха. Ал мысалы біреуге күндіз салып жатыр. Сен де неде группада киіп жатыр ма? Сонда кейде басқа салып жатыр. Олар мысалы аңқаулықтың белгісі де. Хотя по идее ол не только мопедтерге, великпен жүрсең, самокатпен жүрсең. Бірақ егер де уже учет шықса, білмеймін, мопедтерге ол керек па ол не жилетка, потому что жоқ, негізді это документ номер учет шықса зор болар еді жаңа айтады. Жол ережесін жақсы білесің, білмейсің ба? Былай мопедтердікін. Иә, нормально. Енді мысалы мына Аль-Фарабиде байқайсың ба? Ана мосттың астына кіріп кетіп, төбеден бүйтіп разворот жасайсың, сол қарап бұрыласың ғой, арғы жол жоқ, білесің ба? Аха. Жол жоқ, тіке өтіп кетесің. Бірақ жоғарымен кетіп барасың да, сол жерден солға бұрылуға бола ма, болмай ма? Аль-Фарабидің ортасында Аль-Фараби достықтағы ше? Былай кетіп барып. Иә, төбесінде жол жоқ, дұрыс па? Ары қарай өтіп кететін. Иә. Бола ма, болмай ма ода? Мопедпен. Мопедпен. О жақта былай кетіп баратасың, так ана жақта полосаға байланысты негізі. О жақта, по-моему, екі полоса болмайды ау, по-моему. Екі полоса жоқ, бәрі тіп-тіке жол жоқ. Бірақ по идее жол жоқ. Оң жақ бетімен барып, бүйтіп бұрылуға болады ау негізі. Негізі жақсы сұрақ. Бұлай 50-де 50. Негізі анақта патрулька тұрса, пешеходкамен бүйтіп өте салған дұрыс ау. Пешеходка өтуге болады да, мен соған бірақ на принцип мен өттім өзім, сынадым. Полиция тоқтатты. Иә, алдында тұрды, олар планшетті бүйтіп телефонға түсіріп тұрды. Бүйтіп түсіріп тұрды кәдімгі. Мен оны көріп тұрмын. 48 секунд мен көріп тұрмын, светофорда. Ана телефон бүйтіп тұр, мен
штрафстан кейін алып кетсін, штрафын жазып береді дедім. До конца күтіп отырдым. Сөйттім да пауэрдегі жағып тұрдым да бұрылдым ғой. Бүйтіп түсірді қасына. Сөйтті артынша айдатты. Дыр тоқта деді. Тоқтадым. Не нарушение істедің дедім. Сендерге солға бұрылуға болмайды ғой, білесің жарты деді. Енді тіке өтетін жол жоқ, дұрыс па дедім. Мен енді мынандай айналып өтетін жолға да мен жетектеп өтемін ба, қалай сонда дедім. Сөйтті деп тоқтап қалды өздері. Жауап бере алмай қалды да. Сендерге бәрі сол қарап бұрылмайды. Онда мопедтің рөлін сол қарап бұратынын шығармаңдар дедім. Тек шеше оң қарап бұратынын қойыңдар дедім. Сонымен маған қарап тек қарады да. По-любому сендер сол қарап бұрылуға болмайды. Тағы да шықты. Енді қарар қайтып түсіндірем ғой мен. Мен жолмен кетіп бара жатырмын мейлі. Мысалы, оңға да, тіке де, артқа да жол жоқ. Сонда бір почти күртек поворот тұрған ғой енді, дұрыс па? Бүйтіп бұрылсақ, соның өзі штраф жазбайды жарсыңдар дедім. Екеуімен бірақ ерегесіп кеттім ше. Бірақ жаздырмадым. Бірақ мен кеткеннен кейін по идее ойландым. Потому что видишь, 50-50 да. Ойландым. Бля, мына жазсақ. Бля, болмай қалса деп тұрды примерно ше. Сонымен үндемей ғой. Зато өзің дәлелдедің ғой. Штраф жаздырмадым да, и до конца кіске. Онда тағы да подкасттарды жасайық, күтемін сені. Болды, құдай осында Құдай қаласа, может простойды шақырып, бәріміз 2-3-еуміз, там 4 адам қылып, ол кезде 3-4 адам вообще әдемі кететін нелер темалар. Или бүйтуге болады, мысалы бір курьер саласындағы бір баланы, и басқа бір саладағы біреуді мысалы шақырып, или кімді Айбекті шақырып, сосын 3-еуміз ұрсақ болады, мысалы подкасттарды ше. Ондай да болады. Мысалы, жаңағыдай әрқайсыны мысалы Айбек жақсы танимын. Айбек екеуміз общениеміз жақсы. Сосын Еркенді айтқан сол сөйтсек те болады. Бүйтір бұны. Несі көп, адам көп болып кетсе де болмайды. Иә. 3 адам сондай болса, сөз тыңдау болады да. Иә. Әңгімеде қозғау болады. И бір-бірімізді көтереле аламыз о жерде. Иә. Сондай әңгімелер болса, сосын міндетті түрде ендігі шақырғаныңда ма, артымызға бір Қазақстан туын ілсек, бір плаг іліп қойсаға, или келесі әкелетін адамға тапсыра беріп жүреміз. Маған айтқан родной мына жаққа бір артына әдемі бір неге кететін еді, мопедтің тематика жасап қойса еді. Иә, сол жаймен. Или мопедтің плагын ба ше, болса, неге ту әдемі кететін сияқты. Туды көрсең, үлкен кісілер де көреді да. Патриотына оянып ше. Мына топастар не айтып жатыр деген сияқты. Все, сондай бауырым. Бүгін от души рахмет, күшті нелерді айттың, ситуация нелер, случайларды. Жыланмен де, соны тиктокта салып, сол тиктокта бүгін жарамсыз. Оны даже жыланмен нені көретін, ол бәріне қызықты болатын сияқты. Көрерге жылан берген қалай кетті. Ондай қызықтар көп, бля. Бала кезімде де қызықтар көп болды, айта берсең көп та. Бір кино көргем ғой енді мен, баламын ғой. Кино көрдім. Сөйтіп, біреу, короче, үйдің этаждан зонтикпен секіреді ғой, парашютпен. Парашютпен секіреді. Оны шешемен көріп ағам. Бля, ауылда үйіміз биік қой нақы. Кришаны төбесіне шығарамын да, пәске қарап секіреді, зонтикті ашамын ғой нақы. Зонтик теу арап кетті, өзім жерде жатырмын ғой. Сондай қызықтар ғой, талай шеше. Анда не повторять домашних условиях дегенде бар. Бля, бірім ғой, балдырға айтып бердім, жарылады онша. Сондай. Келесі подкасттарда тоже не алайық. Болды, Құдай қаласа. Өсе бер, өне бер. Құдай қаласа, дами бер. Арменлары жоғарыдан көріне бер бауырым. Бұл мен еще андай тиктогым басынан мен үнемі бір балдарды шақырып не қыламын да. То есть бәріміз бірге сөйтіп не қыламыз, көтеріліп, по-любому жақында тоже подкасттар жасаймын. Енді тағы да ана естіші рахмет бүгін келгенге. Тағы да келесі нелерді подкасттарды күтем. Сөйтіп нелерді қаласа бәрін әдемілетіп жасаймыз. Қызықты болып, 2-3 адам болып. Жақсы, жігіттер, тамырлар, келіңдер, өз ойларыңды жеткізіңдер осы жерде тұрып. Әрқайсысын айтуға міндеттісіңдер, минустар болса, оны айтыңдар. Самый главный, душаларында қап кетпесін. Жол ережесі жайлы білетіндерің бар, штрафты белгісізден, себепсіз алғандарың болса, келіп осы жерге айтып, ойларын шығарып,
әңгіме қылып бір күндік өмірлерінде мысалы обедтегінен кешкісін келіп бір 2-3 сағат әңгіме айтқанға не жетсін. Тамырлар өйстіп бір-бірімізді қолдайық, лайк басайық, біреуміз кісі болып, екіншіміз менсінбей, ондай болмасын. Бәріміз сол бір салада жүргеннен кейін бір-бірімізге андай қолдау бермесек, бізге басқа біреулер қолдау бермейді-ау деп қоямын да, короче. Бізбен бүгін болған Маке, Тамыр. От души. Давайте, Джиги.